Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн, қайырлы түн, қайырлы кеш, кім қандай уақытта қарап жатыр. Бұл менің алғашқы жобам, Кілем шоу. Менде қонақта блогер бірінші очередте. Мен оның бәрін алып тастағым келіп тұр. Сен алып тастағың келіп тұр. Тек Жансая деп хабарлайын ба? Жоға? Енді не деп хабарлайын? Дым нем болмай қалды ғана. Стендап комик. Стендап комик. Вайнер. Вайнер. О, блогердің ішіне кіріп кетмей ме? Негіз блогер емеспін ғой. А сен блогер емессің да, сен сонда? Мен вайнермін. Вайнер. Ол екеуі не айырмашылығы сонда? Негізі блогер деген, жалпы өзі блогер деген сөздің өзінің мағынасы деп андай уже кәдімгі бастала салып андай тұңғиыққа саласың. Мен мағынасын түсінбей жүрмін, действительно маған. Жоқ, мен мысалы былай елестетемін. Негізі блогер деген бұл біз сияқты жаңағы вайнерлердің барлығын қосып атай салу емес. Блогер деген кез келген мысалы қоғамда болып жатқан нәрсеге өзінің ойын, пікірін айтатын адам. Мысалы мен бәр жерде пікірімді айтпаймын ғой. Және мен блогер ретінде барлық қоғамда болып жатқан тірлікке араласып жатқан жоқпын. Сондықтан мен вайн түсіремін, вайнермін. Әр кетсе вайблогермін десең. Вайблогер. Мен блогер да емес екен, вайнер да емес екен, оказывается. Өзімдік ойым болмай тұр қоғамдағы әрбір жағдайларға. Мен енді мысалы вайнермін. Стендап комик. Стендап комик. Вайнер. Вайнер. Бұрынғы деп пе, бұрынғы деуге де келмейді, автор сценарист десеңіз болады, өз вайндарымның, өз сценарийім. Өзің жазасың да? Мен ойладым, сенде авторлар бар деп. Жоқ. Күшті жазып жатсың, юморларың күшті. Рахмет. Сосын тамаша келін дегенді қоспайын ба? Білмеймін. Ондай қатты. Оны енемнің өзі айтсын десе. Ондай қатты нетіп атқан жоқпын. Қатырып атқан жоқпын десең. Аяулы ана деп айтайын ба? Ол қызым әлі ондайға, мен білмеймін, что-то көп жылатамын дейтін. Көп жылатасың, так. Сен мен, походу, жамандайтын сияқтымын, онда да чисто да? А то тек жақсы нәрсең бәрі жаман. Жоқ, мен бірақ жақсы жармын. Жақсы жарсың. Өзіңнің ойынша. Дикоға звондайын мен осы тұрғанда. Звондаңыз. Мен жақсы жармын. Дико арамызда қалсын деп бастаса. Мен сол ғана бар енді, қалған. Сол ғана бар. Бірақ білеміз ғой сен қандай жар екен, адам екеніңді. Шай ішіп жүрген жоқсың? Шай ішіп, үйге келіп шай ішіп жүрмін. Конечно, иә. Маған сен шайың ұнайды. Рахмет. Сосын пловың ұнайды. Рахмет. Жалпы енді сен келін болғаны қанша жыл болды? Биыл 5-ші жыл ма? 6-шы бөлі, қай жыл? Негізі басын... Мен 2019-да тұрмысқа шыққам. 20, 21, 22, 23, 24, 5-ші жылға кетіп барасың. 5-ші жылға кетіп барасың. Пожалуйста. Пожалуйста. Енді мынау келін болған өмірде ең алғашқы келін болған кезде, типа өмірде ұятсыз оқиғалар болды ма? Ұятсыз оқиға дейтін. Ұятқа қалған оқиғалар болды ма? Ұятсыз оқиға деген. Енді мысалы... Келін болғанда, конечно, ұятсыз оқиға көп дейді. Ұятқа қалған оқиғалар болды ма? Менің өзім ұятқа қалған оқиға деген, жалпы кіргеннен бастап ұялып жүресің ғой сен, ол келін болған кезде. Мүлдем андай. Сен андай болды ма? Қызыл халат, қызыл тапочка, қызыл нәски? Қызыл халат киген жоқпын, көк халат кидім, бірақ ақ орамал болды. Ақ орамал болды. Неге көк? Неге көк? Неге қызыл кием дедім мен. Стереотипті бұзам дедім. Көкпен кіріп келейін дедің ба? Көкпен кіріп келдім. Көк бет болып десеңіз. Жоқ, как будто сен келін болғаныңа бір жыл болсын, бір жыл болған сияқты кіріп келдің ғой. Енді нағыл кіре салдым бүйтіп. Новичок деп ойлап қалмасын деп. Опыты бар дейтін. Стажы бар дейтін. Өте тамаша не екен мынау келіндерге? Иә, конечно. Неге мысалы, неге қызыл киеді? Неге қызыл киеді? Я білмеймін, мен ұқпаймын соны. Мен келін болмағасын білмей тұрмын что-то. Жоқ, мен де түсінбеймін оны. Мен енді вот сол мен айттым ғой, неге қызыл тәпішке, қызыл не, ақ орамал. Единый форма деп айтқан жоқ па? Енелер айтқан жоқ па? Бізде единый форма, қызыл нәски. Кім сақтамайды дейтін. Кім сақтамайды, кім көк киіп келеді, соған эндо қоямыз. Жалпы бүгінгі менің шоуым ережелерін түсіндірейін саған. Давай. Где-то қай жерге келгенімді білмейсің ғой енді. Негізі иә біліп тұрған жоқпын. Негізі біліп тұрған жоқсың. Сонымен бүгінгі менің шоуым, Кілем шоу Кілемнің ережелерімен таныстырайын сені. Мен осы кілемнің үстінде, конечно, енді астында емес қой енді. Кілемнің үстінде отырып, саған нақты фактілерге негізделген сұрақтарды қоям. Ол маған қатысы жоқ. Вообще қатысы жоқ. Неге? Мысалы, мен қонақпын ғой, неге маған қатысы жоқ? Сөйтіп авторлар шешті. Мен де стереотипті бұздым. Саған ренжіп жүрген авторлар сияқты. Да? Иә. Мен де нені бұздым. Қатып қалған системаны бұздым, саған қатысы болмасын. Бопты. Сен сол нақты фактілерге негізделген сұрақтарға дұрыс, либо күлдіртіп жауап беруің керек. Мектепке қатысты емес қой? Мектепке қатысы жоқ. Әлем жаңалықтарын, фактілерін қойын өріміз. Мақұл. Егер сен сол сұраққа дұрыс немесе күлдіріп жауап беретін болсаң, ұятты оқиғаларды, өмірімде ұятқа қалған оқиғаларды мен айтамын. Ал егер сен сол сұраққа
күлдірте алмасаң, дұрыс жауап бере алмасаң, өміріңде ұятқа қалған оқиғаны сіз айтасыз деп отырмын. Ай, жақсы. Өміріңде жалпы ұятқа қалған жағдайлар қалай вообще мектеп кезінде? Бар ғой. Бар ма? Иә, бар енді, бірақ основном көп десең. мысалы, иә, ауылға бармай жүргенім сол ғой 5 жыл болды. Қарайтын бет жоқ ауылға. Ауылдың бүткіл ауылды ұятқа тығып кеттің ба? Мынау да блогер болып кетті ғой дейтін әңгіме ғой бізде ауылда жүруші еді дейтін. Менде де көп действительно. Просто мен андай ғой, қалай айтсам болады, мен енді ұятқа қалдым деп айтпаймын, бірақ өзім қысыламын сол істегендеріме. Мүмкін ұятқа қалғанда шығармын енді, бірақ мен өзім қазір ойласам, ой топас деп ойлаймын өзімді негізі. Топас. Сондай. Суми, жармес, есалаң дейтін біз жақтың сөздері. Сендер жақтың, біз жақта ондай сөздер жоқ. Біз жақ деген шығыс, сіз жақ деген оңтүстік. Оңтүстік пен батыстың ортасы сызығы. Полоска. Сонымен бірінші фактіні оқиын. Факт дейтін сөз біртүрлі естіледі екен, да? Мынаны шетелдіктер көріп отырса, боқтап отыр деп қалуы мүмкін. Сонымен Вирджиния штатында, сол жаққа кеттік. Әдемі ма? Вирджиния штатында көлік жүргізуші жануарды қағып кетсе, заңды түрде қандай жаза алады? Мынаны сіз өзіңіз де білмейсіз ғой, негізі жауабын. Өзіңіз де білмейсіз ғой, мынаны жауабын. Аллаға шүкір, мегабайт бар. Гуглден қарадым. Вирджиния штатында көлік жүргізуші жануарды қағып кетсе, заңды түрде қандай жаза алады? Дұрыс жауабын білесің ба негізі? Лағып отырғаннан түсініп отырған жоқсыз ба? Сіздің миыңыз. Білесің мен, сіз деп атып, мен қалай сен дей берейінші? Иә, сен дей берсек. А то мен андай, сіз десем, типа вилкамен, қасықпен тамақ ішіп кеттім де. Мен лағып отырғаннан түсініп отырсыз ғой, өтірік сөзден секіріп. Мен білмеймін дұрыс жауап. Білмейсің. Ал енді біз осы жерде отырған дүйім жұртты күлкіге қарқ қылсаңыз деймін. Үйтіп айтсаң, күлкіге қалады ғой, иә? Күлкіге дайындап қойсаң. Күлкіге дайындап қойсаң. Ал, ладно, Вирджиния штатында бір жануарды көлік жүргізуші қағып кетсе, заңды түрде қалай жауап береді? Қалай жауап береді? Бір мысалы, бұғыны қағып кетті дейді. Джерард дейтін көкем. Не істейді дальше? Бұғының туыстарына хабар береді. Сосын естіртіп па? Естіртіп. Сосын қағып кетпедің ғой дейді, короче. Сосын мойнында сепочкасы бар екен. Семьясы бар ма еді дейді, короче. Қаралқа бар дейсің. Иә, қазір өзім апарам, қалған бәрін өзіме жазам. Сосын балаларын мектепке келе жатыр ба? Мектеп дейсі, универге өзім көтеріп алам дейтінші. Сондай заңсыз түрде. Білмеймін, енді сол сөйтіп хабарласады тағыны отбасына. Енді іздейді, кім болса да иесі кім. Мүмкін ол бір зоопарктікін қағып кетті, мүмкін бір адамның асырап отқан бұғыс шығар. Зоопаркте бос жүреді деп ойлайсың ба? Шығып кеткен шығар, білмеймін. Бірдеме алуға шығып кеткен шығар дейсің онда? Магазинге барып келген шығар. Сонымен анау несін ше, қанын өткізуге. Мына жердегі ма? Иә, сон бұғының. Сонымен сөйтіп хабарласып айтады. Айтқаннан кейін жазасы қалай болуы мүмкін? Мен қазір жазасын ойласам қуып кетемін. Қуып кетесің. Ладно, мен бірақ осы неге күлдім, жаңағы естіртеді дейтін әзілге қарқ еттім. Шынымен ба? Иә, қарқ етіп отырмын. Қарқ етсең әдемі болды. Күлкіні негізі былай екен. Оказывается, сөйтіп Вирджиния штатында көлік жүргізушісі сондай бір жануарды қағып кететін болса, сол жануарды жеке меншікке өтеді екен. Сол қағып кеткен адамға өтеді екен. Мысалы, сен бұғы қағып кетсең. Мен соны айтайын дегем, жаңа соңында. Әлгі адам өзіне бәрін алады да, жауапкершілігін байғұсты бағып, өлгенше жаңа сөйтіп қарайды деп айтайын дегем ғой. Негізі сол екен. В основном негізі Вирджиния штатында бұғылар көп екен. Сол бұғыны қағады, сосын ананы мысалы қуырдақ қылып жейді екен үйіне бар. Картошкамен дерсін нан батырып, үшті қылып жейді екен, оказывается. Оны сіз жаңа афроамерикандықтар көріп отырса, сондай екен, оказывается. Ал андай ет жемейтіндер бар ғой. Мысалы, ондайлар не дейді? Вегетарианец. Иә, сондайлар жейтін болса, ондайлар қағып кететін болса, оның бұғының несін терісін сыпырып алады да, пианино астына жайып қояды. Өлә. Олар негізі вообще тиіспейді ғой, білесіз ба? Вообще тиіспейді. Олар жылайды ғой, аяйды олар. Сен өмірінде кездестің ба сондай, типа? Мен сырттай білем. Біздің Қазақстандағы экология министрі болған қыз не ғой, вегетарианец па, вегетарианка. Не жейді сонда ол? Шөп жейді.
қояндар сияқты. кәдімгі шөппен тамақтанады, етпен, кажется, тамақтанбайды білуімше. Сосын жаңағы, мысалы, кейбір косметиканы шошқаның майынан, терісінен бірдеңесінен жасайды ғой. Солардың бәрін қолданбайды. Табиғатқа жанашырлық. Соны мантыны немен жейді олар? Жемейтін болып тұр ғой. Манты жемейді. Жусаймен жейді ғой. Мантыны Манты шөппен жейді. жусайым дейтін. Мантымен ішінен шөп шығып ұстап қалса. Ладно? Мақұл. Иә, Сіз енді мақұл. маған Мен историяны айтамын. Историяңызға қарық болғым келіп. Қарық қылыңыз. Мен бес оқимын где-то. Мектепте ғой. Бес оқимын? Иә, бес оқимын. Бәрі бес оққан шығар негізі. Конечно, иә. Сол бес оқып жатқан кезде менде мынандай болды, сенде болды ма? Қандай болды? Бастауыштан беретін, класс жетекшім болады ғой, бастауыштан берген. Енді 5-ші класста уже автоматически баяндаушыға өтіп кетесің. Сол 5-ші класстың басында нешеге оқыдыңыз деген сұрақ? Мен логично 3-ке. 5-ші класста логично 3-ке? 3-ке. Аллаға шүкір деп айтайын, ол да бір мақтанатын жерім шығар деп ойлап отыр. Осы мынандай 5 оқимын, 5-тің сентябрі болу керек, где-то. 5-тің Менде сентябрі. жасыл жемпір болды, жалғыз. Иә, күн сәл салқындау. Сол кезде... Сол жемпір ғой. Сол жемпір, содан міне қысқа деп. Мына жер жыртылып. Мына жер жыртылып. Қалғаны керіп тұрып киіп алдым дейтін мынандай. Ошым, 5-тің басы, иә? Басы. И біздің классқа бастауыштан беретін класс жетекшім кіріп келеді да, айтады, менің қазіргі бір оқитын сыныбым әліппемен қоштасайын деп жатыр дейді ғой. Әліппемен қоштасайын деп жатыр. Соған анда менің бұрынғы түлектерім ретінде 5 бала шығып, жаңа бір шумақтан өлең оқыса дейді. Кім шыға алады ерікті түрде дейді ғой. Мен деп шығамын, көкем. Суырлы ортадан. Тек сабақтан босасам болды, короче. Анаққа дайындық қалып кетейін деп тұр бізден. Өлеңдерімізді береді, ау-мау деген сияқты. Сосын өлеңімді алып алдым, жаттауымды. Ертең әліппемен қоштасады, короче. Сол түнімен ұйықтаған жоқпын. Давлением көтеріліп кетті. Ішкі оқитын адамға бір шумақ өлең, роман ғой. Сосын өлеңдерді где-то жаттағандай болды, өз-өзімді алдап. Соны алып алдым да, әліппемен қоштасу басталды. Бірінші ряд тек бір оқитындар айтады. Содан кейін біздің жаңа 5 оқитындар логично айтады. И сосын бастап айтты жаңа бір оқитындар. Сұрақ, қасыңыздағы, деп меніңше, мен жүргізуші құсап, мен сұрақ отқаным. Қасыңыздағы 4 адам сауатты оқыған. Сауатты, иә. Ақыл ойы дамыған, маған қарағанда. Иә, ақыл ойы дамыған, пеналы бар балдар ғой. Иә, пеналы бар. Дәптерінің қапшығы бар. Қапшығы бар, күнделіктері толтырылған. Қол қойылған, мамасы қол қойылған. Иә, дышыға шейін қатысатын балдар бар ғой. Иә, ана 2 еңбекке де қатысатын балдар бар ғой. Иә, сол бәріне қатысқан, сабақты жібермеген. Пласталинін алып шығатын. Пласталин, бәрі четкий. Четкий. Иә, соның пирожкин жейсің ғой, короче. Сіздің ручка примерно шайналып жатқан ба? Шайналып жатқан, жұқпайды. Еще андай сиясы ағып кете береді. Үрлейсіз ба, шығарып кетіп? Ручканың ана басы түсіп қалады да, ана ішіндегі сиясын қайырып, ішінен нығыздап қаласың. Сондай болды. Басы жоқ па? Басы жоқ. Или немесе ана, неме деші еді? Дәптерді ақырын түйіншектеп сақ қоятын. Артына ема. История айтпайтын сияқтым ғой да. Біраз тұқ болды мына жерде. Ошым, 5 алдыдағы бір оқитындар бір шумақтан тарсылдатып айтып жатыр, короче, тақ деп кәдімгідей анау Северный Кореяда ана тұрады ғой солдаттар, четкий айтады ғой. Сондай қылып пақылдатып айтып кетті. И біздің классқа келді кезек. Біздікінің біреуі айтты, әйем айтып шықты. Екіншісі тақ, үшіншісі тақ, 4 тақ, 5-ші әдеттегідей Данияр Бақытбекұлы ортаға суырып шықты. Шықтым. И бірінші жолдың өзін авариямен келді ғой. Бірінші жолды бастадым, мұңқ деп жетіп алдым, үйтіп-бүйтіп. Екінші жолға келген кезде ағам тоқтады. Шекам, миға келмейді ғой, бар ғой. Айтып жатырмын, бірінші жолды айтып болдым, деп тұрдым да, завуч тұрды да, Данияр, қағазға қарап айта берді. Ана бірінші класстардан ұялып батырмын мен. Бірінші класстардан жаман ұялып батырмын. Тұрды да, айта берді. Қағазға қараймын ғой енді. Қағаз еще дайын. Еще қағазын четкий тұр, үтіктелген. Өйстіп алдым да, бірінші жол білем ғой енді, екінші жол арабша жазылған ғой. Қолым бүйтіп тұр, короче. Неге арабша? Арабша түсініксіз, көзім қазақша жазылған ғой негізі. Бірақ маған арабша болып кетті ғой көзіме. И вообще не в тему кетіп отырмын, короче. И тұрды да, Данияр, рахмет, тұра бер орныңа деді ғой. Сөйтіп жаман ұятқа қалғаным бар.
сол кезде соны кеше Алматыда сол кезде бір оқыған бала кеше айтады Данияр есіңде ме баяғыда сол нәрсе болып еді ғой деп сөзді тақпа жаттамай қойды ғой. Сізде еще именно бесінші андай не деуші еді мысалы закрывашка қылып қойған ғой ол жақта да закрывашка қылып қойған вообще мимо қатты мимо кеткенім бар солай. Ол мұғалім айтпай ма сізге? Айтпай ма көргенде? Көргенде ма? Данияр тақпақ не қылдың деп па? Қазір айтпайшы деп қазір айтпайшы. Ана қағаз шығарсың. Мә. Ал енді келесі сұрақ. Бұл енді кішкене ішуге болады ма? Чуча ұсынған тамаша шайларға кезек береміз. Ішіп алсаң ішіп болдым деп айтасың. Не болды? Қияр алдырайын ба? Қияр. Біздің ауылдағы шөптер болады ғой бір. Сен ауылда қандай шөп бар? Деп шайдан. Кәдімгідей бір андай болады ғой, шынымен бір. Травяной чай дейді ғой енді. Сондай шай болып келіп тұр. Бұл емдік қасиеті бар дейді. Адам 30-дан асқаннан емдік нәрсе іздеп бастайсың уже. Мынау полезный дейді, соның бәрін ішесің сол сияқты. Қудыртылған екен күшті. Қудыртылған. Шынымен, Ал енді келесі сұраққа дайын боласың деп ойлаймын. Дайынсың деп ойлаймын. Ақ аюдың бауырын жесе адамға не болады? Ақ аюдың бауырын жесе? Ақ аюдың бауырын жесе не болады? Ақ аюдың бауырын жейтіндей қарның ашып атпаған шығар, надеюсь. Өліп тұрып па? Мен оны мынадай мағынада түсініп тұрмын. Ақ аюдың брачкасын жесең адамға не болады дейтін. Бауыр ма? Ақ аюанан жеп сайтын бар. Иә. Енді мен нақты тоже білмеймін жауап. Нақты білмейсің? Білмеймін оны. Ақ аюды не істемейді? Жегенді де естімегем, жеп көрмеген. Ақ аюды өміріңді кездестірген жоқсың ба? Типа зоопарктен жануарлар бағыда жүреді, хайуанаттар бағыдан көргем. Ақ аюды ма? Иә, көргенім бар. Сосын қазір қызыммен ақ аю бар ма неге зоопарктерде? Ол бар ғой не Антарктида неде жақта сол жақта жүрмейді? бар шығар. Өтірік періп отырмын ба мен? Өтірік періп жүрген сияқты? Или таналық істеп отқан аю, таналық. Қоңыр аю ма? Қоңыр аю. Четкий ана өз-өзіне қарайтын апалар бар. Алдағы мұғалімдер ше, концерт кезінде мойындары қаралап, беті аппақ болып тұрады. Андай орыс апалар бар ғой, мына жерге көккімбек қылып қойған. Сол сияқты. Білмеймін енді, сондай бір аю жоқ. Мен көрдім деп ойлаймын. Өйткені есімде көз алдымда кәдімгі андай суға шомылып бүйтіп жүрген рахаттанып. Телевизордан емес пе случайно? Жоқ. Жоқ, көрдім деп шештім. Көрдім деп шештім мен өзім. Хорошо. Бірақ ол шыдамай ма сонда? Ыстыққа? Ыстыққа шыдамайтын сияқты менің ойымша. Шыдаймын екен. Әкеліп көру керек, бауырын жеп. Білмеймін, жарайды. Көрмедім деп те есептейік қазір. Жарайды. Ақ аюдың бауырын жесе адам баласына не болады? Сұрақ. Енді мен күлкілі жауап беруден басқа амалым қалмады. Оған да көрейік. Күлкілі емес қылып жауап беруден басқа амалым қалмады дейтін жағдай. Ақ аюдың бауырын жеген адамға не болады? Ештеңе болмай ма? Подсказка деген жоқ па? Подсказка берейін ба дейтін бар. Күйеуіне қоңырау шалып 20 минуттан кейін звондаймын десе. Бос емеспін. Бос емеспін. Ақ аюдың бауырын жеген адамға негізі басында айтып қойдым ғой жаңа. Брачкасын жеп қойған адамға ақ аюдың өзі жеп қойды. Вообще қазір миыма дым келіп тұрған жоқ. Маған анау жауабы қызығырақ болып тұр шынымен. Мен қазір бір историямды айтуға дайынмын. Ақ аюдың бауырын жесең, ода А дәрумені өте көп, сондықтан адам көтере алмай өліп қалуы мүмкін. А дәрумен деген немеге жауап береді? Мен өзім де білмеймін, бірақ дәруменсіз бәрі дәрумен туралы сөйлейді ғой. А дәрумен саған бық жетпейді дейді ғой, мен түсінбеймін сондайларға, бақ жетпейді саған. Мысалы мен білемін. Апайға звондағым келеді, сол кезде бар ғой. С витамині деген енді қазір ойбай нутрициологтардың құлағынан қан ағып дәрігерлер деп жылайды шығар. Бірақ витамин С деген ол адамның иммунитетіне сондайға жауап беретін витамин ғой. Мысалы, сіздің иммунитетіңіз күшті болу үшін витамин С-ні көбірек қабылдауыңыз керек деген сияқты. Д витамині деген бар. Ол Д витамині күннен аламыз, күн сәулесінен. Ол Д витамині адамға үнемі керек нәрсе. Содан жаңағы ауырған кездерде соны істейді. Бірақ В12 магний өлі. Мен қуып кеттім ары қарай. Мен білмеймін. Сен білмейсің да? А витамин. Бірақ шынымен негізі А витаминінің қандай екенін білмеймін. Адамда, значит, ол А витамин деген бір нормада ғана болып тұр ғой. Значит, дәрумен көтеріп жіберсе. Мысалы, кейбір дозаның қатты асып кеткендігінен адам өліп кететін болса, ол өте төмен мөлшерде болып тұр ғой. Сондай болып тұр ғой, бақытыр да? Сондай болып тұр ғой. Иә. Болды. Сондай екен, ал егер тағы бір сұрақ бар саған. Ал егер аю сенің бауырыңды жесе не болады? Менің бауырым жесе. Адамның бауырын жесе не болады? Менің бауырым жесе ол да өліп қалады. Сенде дәрумен көп па? Менде дәрумен көптігінен емес, менің бауырым шіріп кеткен ғой, былай қарап тұрғандай. Ішіп алған адам бауырын жесе өлмей ме, байғұс?
сен жейсің ба өзің ішетін білдіріп қойса енді логично же деп енді айтып отқан ойбай мен айтып қойдым ба деп айттым ғой керемет келін емеспін деп мен бұзақылығым бар дейсің. иә жоқ мен білмеймін ол да көтере алмайтын сияқты. Адамның бауыры дегеніміз андай ғой, мысалы ол біздегі бауыр бәр нәрсені өзіне ала береді ғой байғұс. Бүкіл функцияны жаңағы дәрі ішсек де бірінші бауырдан кетеміз ғой біз. Дәріні көп іше бермей, ей бауырыңды отырғызып тастайсың дейтін сол ғой. Түрмеге врачкаңды. Бауыр, врачка, түрме. Все. Ой, игра слов болып отыр. Өте жақсы. Мен күлге қақ болдым. Ал егер адамның бауырын жесе, жаңағы жауабым сол. Ол да өліп қалады деген. Мен аю наоборот аю өліп қалады, ә? Аю өліп қалады сияқты. Жоқ. Адам өліп қалады екен. Енді сен бауырын жесең өліп қаласың ба? Логично, оған ештеңе болмайды. Анау неге өлмейді? Ол бүйтеді. Мощный екен деп. Жоқ, ол аю неге өлмейді? Неге өледі? Біз де бауырын жейміз ғой. Біз оның бауырын жесек па? Андай болса ма? Жоқ, енді басқа аюдың. Аны сіздің құлдыртқаныңыз ғой. Болыпты. Ал енді сенің ұятты оқиғаңа келдік деп ойлаймын. Менің ұятты оқиғам. Бұл 2000 теңге. Иә. 2000 қай жылы? Біз тәуелсіздік алғаннан кейін, егемендігімізді алғаннан кейін. Тыныш заманда. Қой ішінде боз торғай жұмыртқалаған заман Дидар екеуміз жүріп жүрміз. Жұмыртқа болып отырмын десең. Мен Астанада оқимын. Магистратурада. Астанада оқисың? Иә, магистратурада. Сабақ қалай болды? 5 дейін. Точно? Өтірік айтайын. Өтірік айтайын. Жоқ, мен айтайын. Қазір мына жердегі магистратурадағы апайларым көріп қалса ұят болады. Ол көрмейтін сияқты ғой. Өйткені мынаның просмотры 13 болады деп отырмын. Жоқ, айтайын, 3-ке түскен жоқпын, бірақ андай 4-терім көп болды магистратурада. 4-терім көп болды, 3-ке түскен жоқсың. Сен озаттан төменсің да? Озаттан төменмін ғой, азаттан жоғарысың. Иә. Сонымен Дидар екеуміздің кездесіп жүрген кезіміз, мен топас. Қай апталығы кездесудің? Ойбай. Белінен ұстай ала ма? Ұстай алады ғой. Мәселе ол емес. Мәселе белден ары қарай кетіп қалғанбыз ғой. Танысуға. Танысуға? Өлі. Бәрін айтсақ. Сөйтіп отырсың. В общем, былай ғой. Біз Дидар екеуміз, мен топаспын соншалықты. Ол кезде? Астанаға. Иә. Астанаға оқуға түскен ғой. Жаңа жігітіммен екі жақта жүру деген мен үшін қайғыдан қан жұтып, құса болып жүрген кезім ғана, құсни қорлан деген болады, сондай болып жүрген кезім. Сағынып жүрсің? Сағыныпсың, оқуға түстің. Астанаға? Иә, әжептәуір бірінші түсіп кеттің бе сонда Астанаға? Жоқ, ол Астанада оқитын ғой. Мен Алматыда 4 жыл оқимын да, Астанаға 2 жыл жетіскеннен сол жаққа оқымаймын ба? Сендер онлайн жүріп жатыр оған шейін? Онлайн 2 жыл жүрдік қой. Жоқ, онлайн дегеннен келіп тұр ғой, конечно. Бірақ 2 жыл жүрдік. Сосын айттым, қой деп, андай мысалы ер адамдар подвиг жасайды ғой. Осындай кезде мысалы махаббат историясында. Ана жерде мен подвиг жасап тұрмын ғой, мысалы. Қарап тұрсаң. Сөйтіп барамын оқуға. Еще платный. Еще платный. Еще платный. Общагіде ма? Общагіде. Общаганы да төлеп отырмын. Сонымен онда маған қалың малыма 500 мың береді. Күнде төлеп отырмын. Деп сөйтіп отырсаң, ана жер өз жерге неңді айтып отырсаң мұңыңды. Қалың малыма 500 мың беріп отыр ғой. 500 мен деген 2 жылда миллион құртқан адам. О, 1 жыл, 2 жыл, миллион. Соның бәрін жазып бермейсің ба? Құдалықты айтасың. Сол ғой. Сөйтіп онымен кездесіп жүрген кезде. Сен махырға не алдың? Махырге? Берген жоқ ол әлі махырымды. Ана жаңа астына видео қойып қойыңызшы дейтін жоқ. Выпусктың астына ше. Махырым бермеген дейтін. Жоқ, мен алқа сұрадым. Алқа? Қатты жақсы көрген болып тұрсың ғой дикомды. Сол кезде басым істемейді. Басыңыз, иә. Ол кезде махыр қатты актуалды емес қой да? Ондай актуалды емес, бірақ не екенін білетін. Бірақ мен ол кезде соншалықты құнын білмейді екенмін. Махырдың? Махырдың да өзімнің де құнын көрмеген ғой. Сонымен біздің жүріп жүргенімізге ол кезде біз 2016 жылдан бастап жүреміз. 2 жыл болды. Мен өзі сабақ басталған кез, өмірі сабақ басталған кез неге айтады екенбіз? Жаңа сіздер 5-ші класста сабақ басталған. Сентябрь. Өткен ана әліппен сентябрьдің басына қосасың ғой. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Әжептәуір 3 ай оқып келе жатамын. Декабрьде көкем бүйтіп бастайды ғой, 29 декабрь. Действительно. Сен үйдегілермен таныстырайын дейді. Сен? Астанада, иә. Мен тұрып айтамын, ей, жынды ма, қой бармаймын мен анау-мынау деп. Жоқ, давай танысайық анау-мынау. Жалғыз қарсы аласың ба, Швейцарияда дейді да. Қой құрсын қарсыла беремін онда тұрған. Жаңа жылды ма? Иә, жаңа жылды кәдімгідей. Жүр бізбен қарсыласашы дейді. Жоқ деп. И мен оған бар ғой, даже алып қашып кетеді, қалып қалам дегенде қорқыныш болған емес.
ол ондайға не способен еді ол кезде ше енді андай білесің ғой дайын емес еді ол әлі оқуын бітірген жоқ сол жылы бітіретін еді 2020-ға қараған жылы ше кажется 2016 сен тиюге дайын болдың 2017 жылы сен тиюге дайын болдың мен дайынмын мен 2017-те мысалы неге общаге төлеуің керек дейсің соны айтамын сөйтіп короче қой отказ беремін сөйтеді бұл әрі көндіреді бері көндіреді 30-ы болады 31-і болады мен телефонды өшіріп тастаймын мен бармаймын жынсың ба деймін содан кейін 31 күні мамасы жазады енем қойшы 31 күні 31 мамасы күні мен жазады қайнатасы бар ғой аяз атам снегурочка болып келсін кәмпит па пранк десең и содан короче үйге келіп бізбен бірге қарсы ал деген енді сондай контекстте сообщение келеді ғой енді иә содан енді ол кісінің көңілін қалдыруға нетпедім енді жарайды деп қайтармай ақ қояйын деп иә сосын шақырып тұрғаннан кейін дедім да звонданып жарайды енді барайын енді деп сөйттім содан бір неге бардым базарға бардым сөйтіп ол үйге бір ыдыс алдым подарокке иә несі қайтып құр қол барасың ұят қой готовый барайын депсің иә мен бірақ ана өзім кімге дидарға да жыным ұстап тұр да андай екі оқпен бір оқпен екі қоянды атып ше жаңа жыл қарсы алады еще мені таныстырып үлгереді бір официально андай мені апарған жоқ та мейлі дедім да короче сыйлығымды алып кеттім бардым дидар күтіп алды үй жағынан логично иә күтіп алды сенімен бірге барған жоқ па не жоқ базарда бірге жүріп ондай жоқ ыдыс аяқпен базарда былай иә өзім жүрген ғой ойлаңызшы қандай мысалы сол ғой мен жақсы жармын деп отқаным сол ғой дидарға десең тек сол жерін жақсы көрініп қалдым десең иә сосын үйіне барамын енді ол кезде дидардың атасы үлкен атамыз тірі еді ол кісі бірақ прикол айтамын маған миым сол толып кетті ол кісі тірі еді деп еді миымдағы әзіл бөлмесі жеге оқып айтын деді ол кісі атасы болатын и сәл құлағы естімейтін ол кісінің нағып сен минустардан бастадың құлағы естімейтін еді деп кемсітіп бастаған кемсіткенім емес қой енді факт айтып отырмын ғой сіз сияқты иә факт құрсын фактпен сөйлеп отырмыз ғой уже күлкілі ма десең осы жерден бітіре салайық десең андай ше сіз күлдіңіз деп па сонымен үйге барамын күтіп алады дико иә дико күтіп алады кірген жоқсың әліге иә ана үйге деген бар ғой кәдімгідей вход жоқ қой есіктің бәрі қар мынадай 1 метр 2 метр жауып тастаған ғой кәдімгі ол жақта андай қар қатты жауады ғой енді иә қаланың сырт жағында тұрады иә сен қолыңда ыдыс аяқ бар иә ыдыс аяқ сен қардың арасында бүйтіп кетсің қардың арасында бүйтіп кетсің иә бүйтіп лақтыру ше индияның апайлары да басына қойып алады иә сондай ол сөйтіп кірдім в общем содан кіргеннен кейін мамалар білмеймін қандай бәрі мама сондай шығар қазіргі жас келіншектерде мен сияқты қонақ келсе өмірі бір ана кухняда бірдеңе тартылады бүйтіп жүреді ғой атып шықпайды ғой бірден өзі байқайсыз ба андай келіңдер ма дейтін ше бір 17 секундтан кейін бүйтіп шығасың ғой бүйтіп неге ол күйеуің білмеймін сондай екен типа сразу көрініп қалмай жалпақтап әйтеуір бірдеңені істеп жатуың керексің да қатты дайындалып жатқанын көрсетіп типа андай сондай бір не туындату ғой кішкене күйеуің сразу амандасады да о ассалаумағалейкум деп бүйтіп бос жатады ғой олар енді мысалы иә күйеуі де қайнатаң сенің жоқ ол кісіні айтып жатқан жоқпын ол кезде жоқ ол кезде үйде жоқ ол кісі жоқ иә содан барамын кіремін үйге екі қайнатаң да жоқ получается ол кісі дәл сол жерде жоқ болды енді все содан кейін үйге кіремін сыртқы есіктен кіремін де іш жақтағы входқа кірген кезде есік көп па көп қой енді жер үй ғой содан кіремін кірген кезде атамыз шығады ғой алдымыздан ше и ол кісіге айтпаған ғой мен келеді деп ешкім содан неге айтпаған деп ойлайсың білмеймін енді айтуға не стоит деген шығар енді ол кісіні таңғалдыру қиын десең білмеймін ғой енді и ана кісі бүйтіп өтіп бара жатқан ғой қарама қарсы бір былай мен кіремін елестетіңіз мына жақта атамыздың бөлмесі мына жақта кухня дико кіреді де жоқ болып кетеді ғой сол жер қайда кетіп қалғанын білмеймін ғой короче мынандай ашылып тұратын бірдеңе жоқ иә қайда енді біреудің үйі ғой сен білмейсің ғой қай қуысқа кіріп кеткенін бүйтіп кіремін де и ана атамыз өтіп бара жатады ғой бүйтіп өтіп бара жатады да бүйтіп қарайды ғой маған машқа қыз ба мынау дедім мен ана машқа қыз ғой дедім сен сындырып алсаң дико келемін дегенше екі тұрып қала ғой шубамен тұрамын короче қарап тұрмын ана кісі өйтіп қарап тұр бетіме қарап тұр уже кәдімгі нақты бұрылды былай жайлап бүйтіп тұрса четкий қарап әлі тұр бүйтіп сөйлемейді бірақ мен тұрамын да дико деймін андай ше
атаға ма Дико неге қартайып кеткенсің дейсің неғып қартайып кеткенсің деп и мен Дико деймін ше андай мен ол кісінің енді Дико айтқан құлағы дұрыс естімейді деп ше енді білемін ғой бірақ енді ойлашы ана кісіге сәлеметсіз бе дейін десем андай біртүрлі қарап тұр да и содан тұрып сәлеметсіз бе деймін ғой ақырын ғана ше содан әлі қарап тұр бетіме бүйтіп кішкене сәлеметсіз бе деп қаттырақ айтамын да Дико жоқ е-мое ана бар ғой вечность па ана уақытша бір болғаны бір жарым екі минут шығар әрі кетсе иә уақыт тоқтап қалған кәдімгі ше ана кісі әлі тұр сен мама кухняда қарамайды әлі келіп жатқан жоқ ешкім ана кісімен один қалып қалдым өміріңде иә бүйтіп шалдармен бір шет қалыпсың иә содан ана кісі әлі қарап тұр маған қасына бүйтпедің ба сәлеметсіз бе ата деп қайтадан неттім дейді бүйтіп ше и Дико сөйтсем атасының бөлмесіне кіріп кеткен ғой ары қарай тұрмын не қылып тұрсың кірсе амандасай дейді да келсейін бері қарай деп ана кісінің көзінше әлі бүйтіп тұрмын да и содан кейін барып ар жақтан жаңа Диконың мамасы шығады мамамыз бүйтіп шығып подружкамның қызы ғой дейді ғой ұят подружкамның қызы ғой иә подружкамның қызы ғой осы жақта оқып жатыр бізбен бірге жаңа жыл қарсы болсын деген ғой дейді ғой жарайды кіре ғой әкем кіре ғой дейді ана атасы содан алқам ана кісіге саламатсыз ба деп амандастым да онда нөмірін берші десе сөйтіп нөмірін тастап кет маған жеке звондайын деп бір қызық не болды да андай ше енді бір арнайы танысуға келе жатырмын анау мынау деймін ғой ана кісіде не айтарымды білмей қалды енді келін деуге тағы келмей тұр официально енді Диконың қызы дейін десе тоже біртүрлі ғой мысалы соны подружкамның қызы ғой дейді да сосын ана кісі қарап отырды ана деп сосын бірақ поливо болып қалды қалай түнгі 12-де мен өзі сағат 7-8-лерге қарай келгенмін түнгі 12-де так түнгі 12-де жаңа жыл кірді баста кірді иә кірді ата тұрады да дастархан басында отырып ол кезде назарбаев сөйлеп иә дастархан басында отырып бүйтіп отырып әй осы бала бөтен емес ей дейді ғой мен біліп тұрмын сезіп тұрмын бұл бала бізге бір қатысы бар бұл баланың дейді ғой содан ана кісілер үндемейді күледі сосын Дикоға Дико андайша айтпайды ғой құрсын Дико андай жыртық бірдеме іздеп кеткен жоқ па дастарханнан бірдеңе сөйтіп отыр ғой содан кейін сендер маған айтпайсыңдар бірақ мен біліп отырмын кім екенін дейді содан кейін мұрны айтып тұрған жоқ па кімнің балалары екенін дейді ғой кімнің баласы екенін дейді сөйтсем оны енді бізде мысалы барлығымыздың типа андай бір әртүрлі бір формалар болады ғой бір пұшық мұрын бірдеңе мұрын деген сияқты бізде балалардың менде нормально білмеймін әйтеуір андай папам мамам жағына қарап ұқсатты ма екен ол кісі білмеймін бірақ оказывается Дико айтады одан кейін ол кісі именно жаңағы Дидардың менімен кездесіп жүрген екеуміз бір ауылдамыз ғой менімен кездесіп жүрген менің ата анамның кім екенін ол кісі білетін адам да біз Мұратбектермен құда боламыз ба деген не болған екен ол кісіде и содан кейін барып төрімді ұқсатқан екен потом дастарханда отырып и тұрып бұл бала бөтен емес деген деп айтуы мұрнынан танып қойдым деген ғой мұрнынан танып қойған вот сондай бір оқиға болған сондай бұның әкесі үйінде отырған кезде мен оның қай жерде отырғанын мұрнынан біліп отыратынмын шақтарласқан деді иә білмеймін сондай болған әйтеуір ол кезде сонда өлә мұрнынан таныған деген мұрнынан таныған бір түрі ғой иә мұрын жібермей тұр ғой дейді да сондай бір жаңа жылдық танысу болған менде мынау күшті история екен вообще көп жерде ешқандай жерде айтпаған еш жерде айтпағанмын еш жерде айтпағанмын мен қазір сізге еш жерде айтпаған тағы екі история айтайын өте күшті история екен қатты күлдім иә өзіме де қызық әлі күнге өзіме де біртүрлі ұят стрёмно дейді ғой бір сондай бір 8 наурызда анаңызға қарындасыңызға немесе жұбайыңызға дәл осындай керемет сыйлық жасағыңыз келетін болса клем промокоды арқылы 20% жеңілдікке қол жеткізе аласыз. Толығырақ описание бөлімінде. Ал енді келесі сұрақ. Дайын болыңыз. Иә. Маса шақпастан бұрын бүйтіп жатқанда. Бүйтіп жатқан кезде маса шақпастан бұрын бірінші шағатын жеріне не үшін түкіреді? Ол үшін түкіреді. Еще түкіреді екен пеки. Не үшін түкіреді? Нақты жауабын білмеймін. Бірақ бар ғой. Дезинфекция. Андай спиртпен сүртеді ғой, көтенің укол салатын кезде. Сондай ғой. Дезинфекция дейтін. Сондай бір жауап бар енді. Сондай жауап бар. Күлкілі деп санадым мен. Осыны ма? Иә. Күлмеген шығарсыз. Оказывается, маса ең бірінші түкіреді, яғни сілекей екен. Сілекейін шағатын жеріне тамызады екен.
яғни түкіреді. Ол дегеніміз сол жерді жансыздандырады. Обезболивающий екен. Содан екен ғой, мынау бағанан бері тұрген ғой деп айтасың ғой, масаны содан екен, оказывается. Ах, хитрюшки. Сонда ертең не дейді? Наркоз дей ма оны? Жоқ, наркоз емес қой, обезболивающий. Мысалы, тісіңді жұлатын болса, сол жерге жансыздандырады, мысалы, да, обезболивающий. Сонда ол масаның сілекейінен алатын болып тұр, получается. Масаның андай каждый әр масаны ұстап отырып сілекейін бүйтіп алып отпайтын шығар енді. Оның бір жасанды бір несі бар. Бірақ обезболивающий деген нәрсе содан шыққан шығар деп. Жоқ, өте дұрыс, иә. Оның еще өмір сүру несі бір-ақ күн ба, сондай ғой. Масаның ба? Сөйтіп алып жатыр. Сонда масалар ертең хабарласам дейді, понятие жоқ қой да? Жоқ, сондай ау. Ойлаңызшы енді, әрбіріміздің денемізге келген сайын. Көрсеміз ғой деп айтпайтын ғой. Сразу на месте кетіп қалатын бар, сондайлар болады. Сондайлар. Күлмедіңіз ғой. Мен сіздің әзіліңізге күле алмадым, ренжімейсіз. Мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ әзіліңіз өте нашар. Өте нашардан сәл жоғары. Күндеріңді әкел. Күндеріңді әкел. Ата оқиғасына кезек береміз десең. Ата оқиғасы емес бұл жолы. Бөлек, екінші серия. Екінші серия. Ол пойызда. Бұл жол пойызда. Бұл жол пойызда. Астанаға бұл жолы атамен емес дейтін жандай. Бұл жолы Қояндыда емес, бұл жолы пойызда дейтін. Қояндыдан шықтың? Қояндыдан шықтым. Ана атасының оқиғасынан кейін сразу пойыздан үйіме қайттым десеңші. Пойызда ма? Не танысу мынау депші. Бардак. В общем, бұл мен тұрмысқа шықпай тұрып, қай жылдары бұл, қазір айтайын, тіпті Дикомен кездесіп жүрген жоқпыз. Ол кезде мен 2000... Ол кезде Советпен кездесіп жүрміз. 2012 жылы мектеп бітірдім. 2000 қанша? 2012-де. 2012-де? Иә. Содан 2012-ден оқуға кетіп, 2013 жыл бірінші курс бітіріп кеп тұрған жоқпын ба? Ауылға. Соны қайтып келе жатырмын пойызда. Бітіріп кетсің? Иә. Өзім деген ауылыма асығып, қаншама уақыт бұрын билет аласың. Ол кезде қаяқтан қайтып кетсің? Алматыдан Аягөзге. Аягөзге. Иә. Асығып келе жатқаннан кейін сен ана сессияң біткенін күтесің, бір андай күшті сезім ғой. Алдын ала тура шекесінен шертіп тұрып, бір астың қорын таңдап қоймайын ба? Астың қорын. Иә, қайтатыннан болған. Мен где-то угадать еткен сияқтымын уже. Неге деп? Үлкен апа Келгенский. Келгенский, бірақ орын бермегенский. Дейтін сондай. Аллаға шүкір, тәрбиесізгіңді ала отыра деп. Сол ғой, айтып отырмын ғой, көк беттім деп. Содан... Сол үшін көк халат кигенің, да? Иә, сол ғой. Әлі де көк киіммен отқан жоқпын ба? Көк беттігім әлі бар дейтін. Сонымен, в общем, кетіп бара жатамын. Келіп орналасам, содан кейін... Кетіп баратып орналасасын. Кетіп бара жатамын. Ой, деп бүйтіп отырғанымыз. И ол бірінші мен Алматыдан отырған кезде ол кісі болған жоқ. Бізде екінші Алматыдан отырасың, содан бірінші Алматыға келесің, содан кейін барып кетесің ғой. Қателеспесем, ол кісі не бірінші Алматыдан отырды, не сәл 1-2 сағаттан кейін тағы бір жерден отырды. Қапшағайдан бекет, білмеймін. Бір ана астың орнының рахатын сезініп үлгерген едім өзімше. Бір жарым сағаттай ма, 1 сағаттай ма. Көз шырын алдым. Көз шырын алып, иә, сөйтіп отырдым. Содан өзім ол кезде арықпын. Арықсың. Арықпын. Сен қазір де қатты. Енді білмеймін ғой, дегенмен қазір көңілім толмайды. Сол кезде бір 49 өзі қандай болды, типа? Масадай дейікші десең теңей алмасаң теңей өліп. Где-то масадай. Иә, жоқ сондай андай. Өтте жіңішке сондай болатын. Бәрі айтатын осы, мынау неге семірмейді деп, міне семіріп отырық десең. Сол кезде сөйтіп өте арық болдым да, ана кісі келді. Келгеннен мен төсекте жатырмын. Ана кісі былай да қипақтап қойды. Біреумен телефонмен төсек тартып жатырмыз. Звондайды. Міне отырдым. Қазір енді бір балалардан сөйлесіп көремін. Беретін шығар енді орынды. С намегом. Иә, андай. Былай жатырмын, былай отырмын. Содан кейін. Айде телефон звондап отқан жоқ ешкімге. Білмеймін. Өтірік па? Мына жаңа блокта тұрмын. Қазір міне айтып көрем ғой, балдарға, мына жақтағыларға жақсы жарайды деп. Ақылы бар қыз шығар дейді ғой. Иә, сонымен отырып, ол кісі боковойдың үстіне алған екен билетті. Боковойдың сенікі? Менікі ана 4-еулік бар ғой, купе ненікін асты. Енді мен де ол жерде дес берем ба? Дес бермейсің? Дес бермеймін. Ана апаға, қызым маған орнын бересің ба демей тұрып, мен ол кісіге бір көрсетіп салуым керек болды, орнын бере алмайтынымды. Орнын бересің, ма, бірінші орын. Өмірімдегі ең Сонда типа анау астындағы отырғандар, жатқандарда жастар жоқ па? Енді астында дегенде, ол кісілер қай жерге келеді, алысқа кетпейді ғой сол. Біреу өстіп айнала салады ғой, болды ғой. Сен қасында? Мен қасымда орын бере алмайтын біреу жатыр да, үлкен кісі примерно. И содан кейін... Кемпірге пародия істей алмайсың да? Жоқ, андайым жоқ еді.
өмірімде бірінші рет сондай өте сорақы сезімде болдым өзім. Неге арықпын деп айтып Әжең атып тастадым десе. Басын шығардым да дейтін андай. Содан беляш істеп жедім десе. Мана. Десең. И содан ана кісіге мен жаңа неге арықпын деп айттым. Не? Сіз ойланып көріңіз, неге өйтіп айттың? Неге арықпын? Арық болғам деп айттым ғой. Жақсы. Сен наоборот, сен арық болсаң, ол сені жоғарыға шығарып жіберетін логично ғой. Жоқ, логично, иә. Мен бүйдедім. Ештеңе деген жоқпын. Екеуміз құшақтап жаттық десем, мен екеуі арықпын. Екеумізге ыңғайлы екен деп, әженің артында жаттым. Мен андай өзім көлік киіп алғанмын ғой, сарафан дейді, оншалық жазғы кездегі жұқа көлік. Мен максимально орнымнан тұрдым да. Ішімді максимально шығарып ек қалады екенімді көрсетті. Андай, дәл ішімді шығарып ше, как будто маған бір қиын, деп бүйтіп, сол бар ғой, өте. Енді айтып отқан жоқпын ба, оқиға ғой, анау енді. Сен қалай шығаттың, ішіңді қатты ма? Енді андай, бір қинап или мынаған бәрін ысырып жоқ, андай, өте қатты арықпын деген енді арықсың ғой, былай қарап тұрсаң, қазіргі таңда бір тамақ жесең, уже сәл отектар пайда болып, біліне қалады ғой. Мысалы, сіздерде тамақ жесеңіздер, мысалы, Дидар сразу қарны қампиып шыға келеді ше. И содан кейін, енді қыз бала болғаннан кейін ол жерде андай, қиналып шығарып отырмын да ішімді ше, прямо жандай. Мынандай шығардың ғой. Енді бір примерно 3-4 айлық қып көрсеттім андай. Ана кісі бүйтеді ғой, біреуге сөйлесіп, артынан сөйлесіп ше, бүйтеді ана кісі. Сол білмеймін, қазір кішкене ары қарай өтпесем, мына жақта бір не жатыр, мына жақта бір келіншек аяқ ауыр дейді ғой. Соны, кетші деп айтам ғой, есіме түссе ше. Өтте, ол кісінің қасында ешқандай ұятқа қалмаған шығар, бірақ өзім қатты ұят. Адами тұрғыда. Жер, кірерге тесік, түкте бәрі қалды ғой, кіре таппаған. Негізі пласкарт па? Пласкарт қой. Ол кезде ондай жағдайым жоқ. Пласкартта тесіктер көбейді ғой деген. Любой жер кіріп кете береді. Сондай бір оқиға болған. Әже көріп отырсаң, кешірім сұра. Ол кісі әже сол кездің өзінде едәуір еді негізі. Едәуір ме да? Білмеймін енді. Көріп отырсаңыз кешірім сұраймын. Көріп отырсаңыз жақсы контакт. Балалық деңізші деп андайшы. Ал енді келесі сұраққа кезек берейік. Жапон макакалары бір-бірінің көңіл күйін қалай көтереді? Жапон макакалары. Маймылдар да? Олар всегда көңіл жүреді ғой. Настроенсі бүйтіп отқан маймылды көрмейсің ғой негізі. Жапон макакалары бір-бірінің көңіл күйін қалай көтереді? Мысалы, бұл сұрақтың нақты жауабын білмесең де жобалап айтуға болмай ма? Болады, конечно. Мен ешқандай әзілсіз айтсам, иә? Мен ойлаймын, олар бір-бірінің көңілін қалай көтереді? Қалай көтеру мүмкін? Примерно. Көңіл күйін. Андай нетеді сияқты, бірін-бірі ұрып ше, андай бүйтіп. Аузын бүйтіп ойнайды емес пе сондай бір ұрып көңілдерін көтеру сияқты ол. Біз сырт көзге андай боламыз ғой, өлі ана маймылдар төбелесіп жатыр анан қара деген сияқты. Ол жерде кәдімгі бірін көңіл күйлерін көтеріп отыр. Сөйтеді деп ойлаймын. Сен маймыл болмайсың ғой, бірақ маймыл болсаң қалай көңілін көтеру мүмкін? Сонда типа аузын. Маймыл болсам ба? Енді мен миым жетпейді ғой. Әзіл айта алмаймын. Мысалы ондай кезде. И ойлаймын, ой, жаман нәрсе келіп тұр миыма. Жоқ, айтпайсың оны. Айтпаймын оны. Айтпайсың оны. Жапон макакалары бір-бірінің көңіл күйін көтеру үшін зерттеушілердің байқауы бойынша бір-біріне қар лақтырып ойнайды екен. Қар лақтырып ойнайды? Қар лақтырып ойнайды. Қар бар ма жоқта? Бар. Всегда қар бола ма? Үнемі? Ал жаздың күні көңілсіз жүреді. Қар болса ғой бір лақтыратын дейді. Сондай екен, оказывается. Мен мына сұраққа келіспеймін. Келіспейсің ба? Келіспеймін. Макакаларға есіртеміз. Бір жақта жаздың күні бірдеңе ойлап табыңдар, сендер Японияда тұрмайсыңдар ма деп. Соны айтамын, иә. Бірақ енді бәріміз де сегізінші класс оқып жатқан кезде макака болдық қой да, получается, да? Иә. Қыздарға лақтырып, кішкене көңіл күй көтеріп. Мысалы, менің мамаммен мен де өзім по-своему маймыл сияқты болдық, бетімді тазалап отыратын басымдағы. Менің шашым қатты беттеген. Сен басын биттедің? Иә, басым қатты биттеген. Мен ұлы бола тұра да басым қатты биттейтін. Жаңағыдей, сіз айттыңыз ғой, маймылдар дегенге. Соған ойым деп қайтадан айта салайын. Мен маймылдар бір-бірімен жаңағы көңілін көтеру үшін деп айтқан. Биттерін?
Жоқ, бүйттерін емес. Көңілін көтеру үшін бір-бірімен бүйтіп ойнайды, қинап, ұрып төбелесіп дедім. Одан кейін сіз айттыңыз, бізде по-своему маймыл болдық қой кезінде дедіңіз. Мен айттым, иә, бізде маймыл болдық, басын бүйтіп дедім. Память до того слабый болса. Память қалмады, мойындау керек. Сонымен бір-біріне, оказывается, қар шашып ойнайды екен. Жапон макакалары. Жақсы. Мен жаңағы айтқан история, ешқайсысы күлмедіңіз бе сонда? Ол история да осы еді. Бір қарқ еткенім бар арасында. Мен сонда история күтіп отырса ғой менде. Иә, негізі солай. Менде мынандай, сенің где-то күлдім ғой енді, мойындау керек, сәл күлкілі. Бірақ енді қарс етіп күлген жоқ. Сондықтан? Бірақ сәл күлгенім бар. Сондықтан мен өзімнің ұятты историямды айтайын. Атырауда күні жақында бір жолдас балам. Жиі барасыз ғой? Жиі барам Атырауға. Ол жақта менің жақын досым бар, Бақалөк дейтін. Барсам сол көтеріп. Тісіңізді емітесіз? Тісімді емдеді. Білеміз. Деп сен бәрі воскресенье жаққа барасың деп бәрін. Бір досымыз бар, оның атын айтпай қояйын, ұят болады. Бірақ историяны біледі. В общем, бір жолдас баламыздың, мен ана жолдас баламмен қатты араласпаймын, бірақ бая КВН кезінен доспыз. Қатты етіне араласпаймын, бірақ примерно доспыз. И соның әйелі звондайды маған. Барған сайын енді анау мен қасымда жүреді енді, где-то. Сонымен бір күні үйде тұрсам, маған әйелі звондайды. Данияр, қалайсың дейді. Жақсы, нормально. В общем, менің күйеуім пәленшенің қазір 12-ден кейін туған күні дейді. Соған мен үйде соның достары болып пранк жасайын деп жатырық дейді. Келшеші дейді үйге. Иә, 12-ден кейін қарсы алып алайын деп жатырық дейді ғой. Все, давай кеттік, туған күні үйде торт бәрін дастарханда жайып қойдық. Соны мен бардым. Үйінде сөйтсем, достар жиналған екен. И мен кірдім, осындай. Ал жолдас балам жоқ үйде. Туған күні есі жоқ? Туған күні есі жоқ, кетіп қалған. Енді сағат 12 болып қалды где-то. Сосын арасынан, жаңа жолдас баланың арасынан бір креатившік біреу шықты. Иә. Идеясы мол. Иә. Сол жігіт тұрды айтты, сен қазір күйеуіңе звонда. Үйде труба жарылып жатыр, су кетіп жатыр. Тез үйге жет деп айт деді. Сосын ол үйге келген кезде біз тортпен алдан атып шығамыз деді. Логично, тортпен ұрамыз деді ғой бетіне. Сонымен әйелі звондады күйеуіне. Үйде ол кісі жалғыз әйел ма или басқа балалар бар ғой, кішкентай балалар бар. Жоқ, андай мысалы. Достарының әйелі жиналған. Бәрі келіншектермен. Иә, әйтпесе жалғыз басты әйелге 7 еркек барып отырсақ, әрине қате деп білемін. Сөйтті де әйеліне звондады. Күйеуіне звондады. Алло, я кім пәленше, қайдасың деді. Даниярмен жүрмін, не болды деді ол. Ема. Сосын мен енді Данияр дейді, басқа біреу шығар деп тұрмын ғой, басқа біреу шығар енді хотя бы деп. Данияр күнде келе бермейді ғой Алматыдан. Bir жүрімде қасында не болды деп бұлданады ғой. Бәр маған риск, бәр маған мен маған громкиймен сөйлесіп отыр, иә. Жаман ұят нәрсе бар ғой, не істерін білмей қалам. Өзің не істерін білмей қаласың ғой. Жаңа сен ата қарап қалдым деді ғой. Сол сияқты болып, анау әйелі ата болып қалды ғой, короче. Ё-ой. Келсеңіз айтшы, бол, шаруалармен жүріп дейді ғой. Резко заттарым жинап сотталып кеттім. Заттарым жинап сразу жаман ұялып батырым бар ғой. Қатты кірерге жер тесті болмайды. Жаңа сен пласкартта отырған сияқты. Вообще не істеймін деп тұрмын сыртта. Ана қыздың түрі моментально өзгерді ғой елі. Сразу. Иә, онда дейді. Телефон қыса жүр. Туған күн быт шықты ағайын. Тортты мен бетіп бақтырды деші. Торт тапты. Мә албасты. Не қыласың сән деп мен қалап. Бір келген екесің Атырауға, мә дейтін бандай. Хотя бы тәтті кет деп па. Сонымен тұрды, настроение быт шыт. Туған қарсы алатындай жағдайда емеспіз. Уже бәрі заттар жинады. Мен ұялып баратырмын, мен қаяққа не істерім, я темекі шекпеймін ғой, балконға шығып темекі шеке алмаймын ғой. Сонымен ұялып, не істерім білмей, паника ана жерде. Сосын жолдас балалар нормально деп те айта алмайсың анарда бар ғой. Бірақ ондай болады ғой деген сияқты. О ситуациядан да шыға алмай әрі жатыр. Сосын тұрды да жолдас балам үйге келді. Есікті қақты. Сосын есікті ашық болған кезде енді әйелі біз тұрмыз ғой енді ардақты ағайын. Мен андай отырмын, әппақ бол, фокус менде, короче, түсінесің ба? Бәрі фокусы менде. Мына жағын айтып тұрсыз ғой. Жақта қарап, в общем, бәрі қап-қара, мен әппақ болып тұрмын ғой, жағым фокус менде. Сосын тұрды, әйелім мені көрді. Өртеніп кетті ғой, жолдас балам. Жоқ қой кетті ана жерде. Ей, сен қашан келдің?
ситуациядан шыға алмай. Жаңа алдында кетіп қалған жоқсың ба? Жаңа тастап кетіп едім ғой деген сияқты болып тұр ғой. Ей, жаңа келдім деп, шыт болып қалдым, короче. Өтіріктім білмей адам кіріп кетті, өтірік құттықтап, ей қуасың ба, айтпайсың ба анамды, мен қайдан білесің, үйге келетініңді дейді ғой, үш рет отырмыз деген сияқты. Сондай менің өмірімде бір оқиға болды. Ол кісі сонда қайда болған? Ол жағы менің телеграм каналымнан қарайсыздар. Качественный вариантпен. Айта алмадым. Үйге ажырастырып жіберемін құрсын. Осындай бір қатты бір оқиға. Ыңғайсыз ситуация болған екен. Не істерін білмей қаласың ондай момент. Шок болып қаласың. Сондай болған. Қиын. Сондай. Енді келесі сұрақты оқығым келіп тұр. Сатылымы бойынша, мен оқиға ұнады ма саған? Ұнады, конечно. Бірақ маған ұнады, сізге ұнамаса да. Сен әйел болған не істейсің, бұрыс сұрақ. Мен ол әйел болған кезде бар ғой, иә? Дальше қудыртатын едім ғой. Дальше ма? Дальше қудыртатын едім. Не істеп жатсыңдар деп па? Қайқа баратсыңдар. Ол тез тысташ деп тұр мен жүрмін. Мен білетін едім. Тысташ дегенде. Мен егер сол жерде менің күйеуім өзі Дидар өзі болатын болса, біліп аламын ғой, пожалуйста, қудыртсам ше. Дидар ол күні үйге қонбайды бірақ та. Иә. Бірақ мен өзіме сіздің оқиғаңыздан әжептәуір нәрсе түйіп алдым. Осы отрывогын кесем дағыны, деп Дикуға көрсетем дағыны, деп. Качественный вариант. Иә. Гала екеуін десең, Ғалымжан деген дос бар, күйеуім. Иә, білем ғой Галаны танимын. Иә, соны танысаңыз сол деп. Ол да сондай қайсы жағдайға қалып отырмасын әйтеуір, ескертіп қояйын. Ал енді келесі сұраққа кезек берейік. Беріңіз. Беріңіз, смело десе. Егер кәдімгі тас бар ғой, тасқа таза 3 жыл 72 күн 18 сағат бойы айқайлап тұрса, таста қандай құбылыс болады? Айқайлап тұрса? Иә. Ол андай ма? Үзіліссіз ба? Үзіліссіз. Аузыңа кіргенде? Кетші деп. Қалсың болды десең. 3 жыл бойы. Айқайлап тұрғаннан, иә? 3 жыл шаршайды ғой. 72 сағат. Иә, шаршайды ғой. Сондай жауап менде. Жоқ, 3 жыл 72 күн 18 сағат бойы айқайлап тұрсаң, тас аузыңа кіріп кетеді дейсің бе? Аузыңа кіріп кетеді. Енді сондай жауап. Мен күлкілі жауабым деп алдын ала есептеп қойыңыз. Мына жақта көрермендер күлді десең. Көрермендер күлкіге қарық болады деген сенімдемін. Иә. Ал мынау сәл ойланып логично жауап беретін болсам, егер де тасқа үйтіп сонша уақыт айғайлап тұратын болса, ойлаш, тас тұр алдында. 3 жыл айқайлайсың. Тасқа дым болмайды. Қасқа дым болмайды, тасқа десең. Тас түсінбейді ғой? Дым да болмайды. Енді анау жаңағы тамшы тасты жарар деген сөз бар ғой. Тамып тұрса, су тамып тұрса түсі деп, енді айғайлағаннан дым болмайды деп ойлаймын. Түк болмайды. Тастың ештеңесі кетпейді. Мен дым кетпейді ал деп па? Айқайлай береді. Өзі тамағы арлығы бөледі бір күн. Мен әйелім жақтап кетеді ол кезде. Айқайлай маған бәрі мен ештеңем кетпейді деп тұрып аламын. Сол сияқты. Өте дұрыс. Дұрыс жауап бердің ба? Ештеңе болмайды. Енді тас несі кетеді? Сол ғой. Тасты айқайлап сындырып жіберуге болады дейтін нәрсе жоқ қой енді. Мен негізі қазір плюстамын. Күлкілі де нәрсе айттым, дұрыс та нәрсе айттым. Мен енді менің ұятты оқиғам. Мен где-то 8 оқимын. Где-то. 7 мен 8 көшпей қалғам. Заттарым 7-нің несінде тұр, классында. Онша емес әзіл. Сонымен 7 ма или 8 ба оқып жатырмын. Бір егіз қызға ғашық болып қаламын. Егіз қыздың екеуіне де? Екеуіне де. Или ажырата алмай ма, или осознанно екеуіне жеке-жеке ғашық болып. Әрине, қалжың ғой. Біреуіне ғашық болдым ғой енді, логично. Егіз бірақ ол. Бірақ бір-біріне ұқсамайтын егіз. Ондайлар қандай егіз дейді анау? Ол екі кіндік дейді ме? Бірінші шыққан, екінші шыққан деп айтам ма, или қалай ол? Мен мысалы арасында минут салып босанатындар қалай? Bir қандай неде болғанда? Жоқ, бір кіндікті, екі кіндікті дейтін бар. Мен қазір мүмкін қателесіп те тұрған шығармын. Құдай, әйте оқып алу керек еді. Бір шая бермей, қателескен шығармын, тупойлығымызды жауап бермейші. Бір кіндіктілер бір-біріне қатты ұқсайды деп ойлаймын. Екі кіндіктілер ұқсамайды. Сәл айырмашылық болады түрлерінде. Айырмашылық болады, иә, деп ойлаймын. Андай бір қандай қорапта дей ма, қауырсында деп айтам ба, не дейді? Андай бір шарда болғандарды егіз деп айтады. Егіз деп айтады екен да, отдельно болса, екеуі екі шарда болса, бірдеме деген. Жоқ, ол орысша близнецы, содан кейін
Слизницы. Шайсен. сол бір екеуі бар еді близнецы, сосын Білмейді екенмін. двойняшки. 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 Двойняшки бір-бірлеріне ұқсамайды. Да? Иә. А бізде егіз деген бір-ақ мағына береді ғой, болды ғой. Просто оны біз біркіндікті, екіндікті деп ажыратқан сияқты сондай шығар. Сондай шығар. Мүмкін. Мақұл, суть ол емес, иә. Екі вакуумде болғандар. Все. Екі вакуум тістер. Егіз деп айтуға келмейді. Егіз деп айтуға келмейді, даже тістері ұқсамайды. Тістерін аяқ. Жақын көргенмін де. Ошым, екі егіздің біреуімен жүріп жатырмын. Жүріп атсыз уже? Ғашықпын деп еді. Менің ойымша жүріп жатырмын. Адам ғашық болса жүріп кете береді екен ғой. Мектепте сондай еді ғой. Иә, иә. Ойша. Саған күліп қараса болды ғой, сынып тұр ғой. Баяғыда мен бүйтетін, андай бір сәл бір жігіттің ұнатамын ғой бүйтіп мектеп кезінде. Енді дико ол балалық кез. Бала кезімізде бәріміз қуғанбыз деп ондай ше. Бірақ дико ренжіме, мен әлі жақсы көремін десе. Мысалы, жігіттің фамилиясы ше, Мадияров болса ше, өзіңді Мадиярова деп жазатын ше. Анда елестетіп көресің. Мадияров осындай, Мадиярова Жансая деп. Мадиярова Жансая. Сөйтіп қуып жүрмін да, бірақ соңына келгенде күйеуім фамилиясын алмай қалғасын ғой атак десең. Сондай фамилия? Мен өзім фамилиямда қалдым, Мұратбекова болды. Мен сол кезде не ауру аталарың ренжімейді ғой да ол кезде? Жоқ, ол кісі ренжімейді ау. Ренжімейді ау. Соны жаңа атқа кетті. Ана қызды жақсы көремін. Жүріп жүрмін деп ойлап жүрмін. Жүріп жүрмін деп ойымша ойлап жүрмін. Ол кезде сотқы жоқ, лагерь біздің заманымызда. Ол кезде домашка. Ол кезде қай жылдар ол кезде? 2003-2002. Ойбай. Қазір уже 2002-2003 қыз ғой да, уже да үлкен қыз ғой, получается. Сол бір сыңарына ғашықпын. Асықпын. Бір-біріге асықпын. Бір-біріне көруге асықпын. Махаббатыммен тасып. Махаббатымды тасып тұрмын. Ұйқасқа сылап. Бірақ алдына келуге атаң сияқты ұйқасқа сылап. Алдына келуге жасып тұрмын. Жасып тұрмын. Бірақ газды басып тұрмын дейді. Сен атаң қарағанда жақсы екенсің. Басымды естерімде қасып тұрмын дейтін жағында да қаса. Сен атаң ДНК алу керек. Сенікі ма, сенікі ме? Сол үшін әңгіме былай. Мен қатты ғашықпын. Ол қайтадан ұйқас келіп жатыр. Тасып тұрмын деген ұйқас келіп жатыр. Жоқ, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін. Ол сіздің класстасыңыз ба? Сізден қаншалықты кіші? Менен 3. Сіз 8 оқисыз. 5 оқитын қыз ба? 4-5 оқитын қыз? Жоқ, мен өтірік айтамын. Мен 9 оқимын. Олар 7 оқиды, 7 оқиды. Қылық шығарып жатқан кезі. Сіз 9 оққанда сіз қалай біреудің қызын жай жақсы көрген үшін қызыңыз деп есептейсіз? 9 оқитын жігіт деген әжептәуір жігіт емес пе? Қазір иә, мен ол кезде дейтін ДПЛықтың заманы ғой. Миыңыз дамымады. ДПЛықтан енді шығып жатырмыз ғой. Қызыл тудан көк туға өтіп жатқан кезіміз. Сіз одан достарыңызға мен қызым деп айта бересіз сонда? Мен, иә, типа мақтану үшін. Сонымен ғашықсыз бұл? Сонымен. Сол қызбен жүру қарым ашып отырғасын айтып отырмын ғой. Сол қызбен ұнатып жүрмін ана қызды. Сыртынан типа андай болады ғой, сен қыз балдарда болады андай нәрсе, жаңа сияқты ғой, фамилия сияқты қасыңа қойып көресің, түсіңе қиялдап атасың да, ананы қасыңа көшеден уараган деген сияқты. Сонымен сөйлесіп жүрген кезде типа мен оған хат жазамын. Даже оған звондауға дух жоқ. Әше дух жоқ. Анаған хат жазамын. Қалай звондайсыз? 7-ші класс оқитын қызға? 9 оқисыз ғой. Иә, сабақ сұра алмайсың ғой. Сабақ сұрайын деп едім дейсің. Кіммін деп айтасың? Тем более ДПЛық кезең аузыңа сөз түспейді, иә? Еще бүйтім. Оның классында менің ауылдағы брачкалар бар. Иә. Соған хат жазамын да, сол брачкалар беріп жүрмін, ол апарып береді. Осыны сәлем, қалайсың? Жағдайың қалай? Денсаулығың қалай? Бүгінгі күнің қалай басталды? Аллаға шүкір. Өте банально. Соны орап беріп жүремін. Сосын тұрады да, ответ жоқ. Күннің қалай басталғанын білмей қалдыңыз. Оның күні қалай басталғанын білмей қаламын, логично. Уайымдаймын. Сосын енді сен маған қарамайтын шығарсың дегенмен, менің саған деген сезім бар екен біліп жүр деген. Әдебиетке жақсы болдым мен. Амырт кеш деп басталатын еді. Амырт кеш деген сияқты. Сөйтіп күнде хат жазатын болдым. Өзіңізден екен нақты айттыңыз. Данияр деп. Әрине. Басқа біреуден жазу кім екенін білмесе бәле ғой. Кейбіреулер бар ғой, бет алды, өзіне өзі мәз болып жүреді жазғанда, бірақ кім екенін жазбайтындар. Мә, тупойлық қой дейтін. Енді білмеймін, бар ғой ондай. Бар. Дико сөйтіп жазғанда бетінде. Мен оны Арнұрдан деп ойлап жүрмін. Ладно. Сөйтіп жазып жіберемін, қалай басталды? Күнде хат жазатын болдым, бірақ тоқтамай. Бүгінгі күнің қалай басталды? Армиядағылар.
андай сияқты ғой әңгіме айтсаң не айтамын деген сияқты ғой. Сол сияқты бүгінгі күннің қалай басталды, сондай 8 март жақындап келе жатыр. 8 март жақындап келе жатыр. И сосын тұрамын да, сәлем, қалайсың? 8 наурыз келе жатқан мерекең құтты болсын. 8 наурызға қандай сыйлық алғанды қалайсың деп. Сіздікі таза жауапсыз махаббат қой да? Жауапсыз махаббат. Сіз сонша уақыт жазып жүріп көрген кезде де бір ең болмағандай неге әрекет жасап па, типа мен ғой деп қасынан өтіп кететін. Ондай жоқ. Ол мен дейтін, мен ана қызды қандай көрсем. тормоз болғансыз? Вообще қашып кетемін мен дейтін. Танымайтын адам ұқсап па кәдімгі? Танымайтын адам қашам мен дейтін. Ана қыздан жаман андай неғып қалғам ғой. Ана маған боқтап жүретін сияқты көрінеді бар ғой. Страх. Андай сондай болды ғой. Қатты батырсыз, романтиксіз. Еще андай болды. Ауылда жүрген кезде ана қыз өтіп баратса, қашып үйге тығылып сондай болатын ғой. Сондай болды, короче, мен қазір ғой наглы бәрі. Менде ондай болған жоқ. Қатты қорықтым. Ол қыз апа болып кетті ғой енді где-то. Соған ана отырады да маған набор деп жазып жүреді. Именно 8 наурызға келгенде атып. Еще күннің қалай басталғанын дым ештемесі жоқ. 8 наурызға мен набор қалаймын дейді. Не набор? Сырға, мынау деген сияқты. Қазақ білезіктен десең. Өзі қазақ білезік жоқ енді ол кезде енді вообще. Өзі қазір болса енді бере салға болады ғой, үйтпейтіп. Ол кезде жоқ. Енді набор, короче, сепочка и сақина, сырға деген сияқты. Соны алдым мамадан жалынып. Иә. Қатты жалынып. Не істейсің ол ақшаны? Мамамдікін алдым дейтін ба? Мамаңды кемпірлер тағатын сияқты тағып жүрмін. Мынандай ба? Әрине үлкен болатын шығар, конечно деп. Иә. Өзі ана әжелер андай автобуста ұстап тұратын сияқты тағып алатын. Иә, ойбай, айтпаңыз. И содан кейін тұрамын да, ол набор деді, мен мамадан есімде где-то қанша? 500 теңгеге алдым соны, прикинь. 500 теңгеге, прикинь? 200, ол кезде набор қымбат қой енді, бізге 500 теңге, 500 теңге бұлай қайырмай апарған дейсің. Ол қазіргі 500 теңге, ол 500 теңге қазіргі мен қаншама теңге? 5000. 5000 теңге прикинь деген әңгіме қазір ондай емес қой. Қазір де онша емес па? Қазір қарамай ма? Онша емес. Айбай, кешірім сұрайын. Таза тұрғандарыңызды қайтайын, бірақ білмеймін, сіз үшін 500 теңге. Мектептің кезінде 500 теңгеге алып тұр. Енді ол жерде пирожкилер 5 теңге, 10 теңге ғой? Иә, 5 теңге еді. 500 теңге ойлашы, қанша пирожки бересің? 10 пирожки. Сабайсың ғой пирожки? 10 емес, 100 пирожки аласың ғой? 100 пирожки, прикинь. Иә, мен осы орайда бірдеңе айтайын ба? Мен баяғыда бүйтетін сабақ оқуға мотивациям түсіп кеткен болатын, мен совсем. Өзің мотивация не екенін білмейсің? Мотивация не екенін білмеймін. Бірақ өзім мотивациям не үшін оятуым керек екенін білдім. Сабағым нашарлап бара жатты. Біздің отбасыда жалпы оқуға түскен, 5-ке оқыған, мектепті дұрыс бітірген мен ғана өзі, ше. Ағаларым бәрі жұмыс істеп кетті, сестрамды тоже тек қана жұмыс істеп сөйтіп мектептерін бітірген ғой, енді ары қарай оқымаған. Бүкіл үміт менде ғой, кенжем деп отырасың. Сөйтіп мен әлгі 5 теңгелік пирожкиді сатып алу үшін, ол кезде, бірақ мен кезімде 10 теңге болды. 10 теңгеден сатып алу үшін мен қымбаттаған ғой да? Иә, бізде сәл қымбаттанды, иә. Коржик болатын болды да өзі де сырттан. Коржик, білмейді, мен пирожкиді ғана жақсы көрдім, басқа ештеңе көрмейтін көзім. Сол пирожкиді мамам үйде де пісіріп бермейді, былай қарап тұрсаң ше. Пісіріп береді ма? Пісіріп бермейді. Үйдегіні пісірмейді ғой, соны мен ана неден жеймін ғой, мектептен. Содан мотивациямды көбейту үшін мектеп кезінде сабағым жақсы оқу үшін папама бүйтіп келдім. Папа дедім, мен күніне 3-5 алып келсем 30 теңге бересіз дедім. Есеп 3 пирожкиге тойып алам деген не ғой. Сөйтіп сөйдеді, и күнде мотивация маған 2 пирожки, 1 пирожки уже менсінбеймін андай кезде ше. Сөйтіп күнделікті 5-5, 3-5, сөйтіп 2-5 алып келіп сөйтіп жүріп, кәдімгі пирожкиге от душой тойғанмын мен. Жылдың соңында? Жылдың соңында семірген жоқпын, бірақ отличница болып шықтым әйтеу дегенде. Абыройға. Осы арқылы пирожкиге рахмет айтамын. Пирожкиге рахмет айтамын. Мені білімге сүйреген пирожкиге рахмет. Апайлар ренжіп қалмасын. Сонымен, в общем, мен оған айттым ғой. Набор дедіңіз, 500 теңге, иә, алдыңыз. Набор алдым. Иә, мен айттым, еще сол күні сабаққа келдік. Мен алдым, сенді саған қалай беремін, жеткізем дейтін. Оля! Бір мектепте жүрсіз. Бір мектепте жүрмін. Қалай берсем екен деген ответ. Сосын тұрды да, билеп жазып жіберді. Ол сабақтан қайтып кеткен ғой енді. Сосын андай тема кетті да, и ана бала хат әкеліп тұр. Мен сол кезде классына апарып беріп жіберсем деп болады ғой, по идее. Бірақ енді намек енді көріп бергім келіп тұр ма, может сондай шығар. Сосын тұрды да, үйге келген кезде воротының қасында үлкен андай не бар дейді, труба бар дейді. Соған тастап кет дейді. Ол да дып болып тұр ғой. Ол да дып болып тұр. И тұрамын да соны барамын да апарып набор тастаймын. Кетіп қаламын. И сосын сабақ басталды. Енді мойындарына, құлағына қарап жүрмін ғой енді. Барма деген сияқты да. Жоқ, вообще жоқ.
бірақ қолы күшті сақтап алған. Аха. Дерзкі сақтап алған, мен қол енді бәріне детально мән беріп жүрген сағат тағып алған. Ал менің наборымды егізі тағып жүр. Сіз? Мен түсінбей қалдым. Маған анау ұнайды ғой. Егізі ұнамайды. Ей, саған емес. Саған емес деп құлағына қан атып жұлып алсам. Суырып алып. Тақ деп ана сразу тағып тұрсың. Бүйтіп сосын айтамын ғой, менің түсінбедім, неге кім тағып жүр деген сияқты да, мен саған бердім ғой, ана мынау деп едім ғой. Бүйтіп жүрді маған, сенің маған берген Сақина сырғаң ұнаған жоқ, кімнің пәленшенің берген сағат ұнады, соны тақтым дейді. Ал сенің сыйлығыңды кім ұнатады, сол тағылды дейді. Бачыт болып қалдым, короче. Вообще кәдімгі самооценкам уже дейтін жоқ вообще. Классқа кірген жоқ қой. Мектептің сыртында қалып қойды самооценка. Кіре беріп өзім, мен даже бармаймын деді да. Бачыт болып кетті да. И мен оңбаған не істемесем, сөйтсем, егіздің екіншісі менде сезімі бар екен. Сіздің мамаңыз сұраған жоқ па? Ол не қылғанды кімге беріп жатсың деп? Сегізінші март кеткен ол да где-то түсінген болар енді. Сөйттім да, егізіме жүріп алып. Өлә! Менде. Дұғыныңды бұзып ғой. Жаңаны, типа, ашуландырам деп ойлап жүріп, қызғандырам деп болып, Аллаға шүкір, 3 ай жүріп, ажырасып кетті. Тастап кеттің ба? Тастап кеттім, логично. Сіз точно сіз тастадыңыз ба? Мен тастадым. Енді менің передачам болғаннан кейін мен тастадым болып отыра берейін. Ол қыз өзінен естімеңіздер ештемені деген сияқты әңгіме. Ал енді келесі сұраққа кезек берсек па дейік, шіркін. Беріңіз. Сатылымы бойынша айфоннан да көп сатылатын тауар түрі. Айфоннан да. Мен бұны қазір ойланайын. Бұл айфоннан да көп сатылатын болса, тауар дегенде, ол сол Apple-дың продукциясы ма? Ол жағына кіре алмаймыз. Ато сен ұстап аласың қазір. Енді қараңыз. Айфоннан да көп ететін зат көп қой, бірақ айфонның өзінен көп ететін меніңше зарядкасы. Ал логиканы қостың ғой да, типа зарядка. Деп ойладым мен, айфоннан көп ететін. Егер техникаға келетін болса, О, айфоннан бірге шығар ғой зарядкасы, қалай одан көп етеді? Ойбай, енді айфонның өзі зарядкасы мәңгілікке шыдамайды ғой, жанып кетеді, күйіп кетеді, жоғалтып аламыз. Біз қайта бір зарядка аламыз деген сияқты. Сондай бір логикаға салдым енді. Мен әр соткіге бір зарядкадан келеді деп ойлап тұрмын. Жоқ, сондай айфоннан да көп өтетін деп ойлағаным сол. Күлдіртіп жауап беруге тырысасыз ба? Күлкіге қарқылмайсыз ба мен? Қарқ етіп күлсем, неше? Қарқ етіп, қазір. Қарқ етіп өткен дейтін ше. Қазір айтам, айфоннан да көп өтетін тауар түрі. Набор. Жаңағы сіз өрген дейтін ше. Қарқ етіп күлейін деп едім. Білмеймін. Күлкілі, бірақ қарқылдамадыңыз, мейлі, жарайды. Кубик Рубик екен. Кубик Рубик? Кубик Рубика. Рубика. Рубик деп жазып қойды нарада. Сценарийсінде айтыңыз. Кубик Рубик деп жазып қойды. Мейлі айта береміз ғой бұлай. Негізі дұрыс. Соны бір жақ құрастыратын жоқ шығар. Мынаның кубик Рубиктің жоқ, мен ондай нәрсе болмаса айта салатын едім. Не деп? Сондай бір заттарды ойластырып. Мысалы, например? Мен мысалы подгузник деп айтатын едім. Өзге жақын тема ма? Жақын тема. Әлемде бойдақтар көп қой просто. Айфонды бәрі мысалы кубик Рубиканы енді бойдақтар көп дегенде қараңызшы, кубик Рубиканы мен ешқашан алған емеспін арнайы. Сіз де алмағансыз ғой? Менде болды. Болды ғой, бірақ ол сіз өзіңіз арнайы алмағансыз ғой? Айфоннан да көп өтеді деген не ол? Кубик Рубик деп қайтадан. Мейлі. Кубик Рубика. Енді бұл енді қаншалықты рас нәрсе екенін білмеймін, бірақ енді интернеттен осылай бізге көрсетіп тұр ғаламтордан. Интернеттің бәріне сене бермеңдер. Мамалар сол ба? Көргеннен бәріне сене бермеңдер. Әйтті жұлдызнамаға сеніп кетерсіңдер. Сонымен сізден бір қызық история. Қызық оқиға. Қызық оқиға. Чуть ұсынған шайдан ішіп отырайын. Бұл мынандай жағдай болды. Біз Дидар екеуміз енді жаңа айтып едім ғой, екі жақта Алматы мен Астанада жүргеннен кейін үнемі телефонмен сөйлесетінбіз ғой, енді андай қалайсың, анау мынау не істеп жатсың деп айтып, бір-бірінсіз тұра алмайтын ше. Андай кездер ма, типа сен тасташы дейді. Қойшы, ұйықта қалатын, солай көрпенің астында сөйлесетін, солай андай терлеп. Мәм неше, кешірім сұраймын, бір қыз. Қайтадан салатын. Сөзімді бөлемін, кешірім сұраймын. Бөле беріңіз. Мен бір қызбен, мағынасы жоқ сөзім десең. Бір қызбен сөйлескем ғой. Ана қызбен мен не үшін жүрмей қалдым? Не үшін? Ұзақ сөйлеспегеніңіз үшін. Жоқ.
ана қызбен сөйлесем ғой, сөйлесем екеуміз сөйлесіп жатырып, ол қыз ұйықтап қалады ғой. Қорылдай ма? Жаман қорылдайды кейін. Вообще кәдімгі жаман желкеніп кеттім бар ғой, кәдімгі ана қызды көрсем, как ана звук келеді ғой маған миыма бар ғой. И содан кейін мен анаммен жүрмей қалдым. Ол қашан болған? Мектеп кезі ме тоже или студент? Набордан кейін ғой. Набордан кейін ба? Набордан кейін забор. Ана қыз ғой десеңші. Егіз ғой, қорылдайды. Тастап кеттім. Содан тастап кеттім. Қорылдайды екен. В общем, менде жаман қасиет бар. Мен біреудің жаман, қыздың бір жаман жерін көрсем, бірден жүремін. Өйткені менде мынандай тағы оқиға болды. Бір қызды жаман жақсы көремін ғой. Жаман жақсы көремін. И 9 май болды да, екеуміз билейтін кезім, мен биге қатысып жүрген кезім. Сонымен ана қызбен жүріп жүрдім. Жақсы көремін, ол қыз мені жақсы көрмейді, логично. Әдемі ғой өйткені. Сөйтіп екеуміз не істеп жатқанда, ол маған галстук тағып атты да. Мен бір прикол айтқаным ғой. Ол қарс етіп күледі да, мұрнынан шарик шығады. Ананың шарикті шыққаны бар ғой, жіппен байлап, андай оформление қойған отыр бар ғой. Біреу туған күнімен құттықтаған отыр. Сұры шарик. Жаңағы досымды десе. Досымды, әйеліммен ба. Анау сұры шарик болды андай. Сондай, соғызбен сөйтіп араспай алғам. Иә, айта бер. Сөйтіп Дидар екеуміз солай күні түні телефонмен сөйлесеміз. Анаған бір қалай айтса болады, оған уже қалыптасып кеткенсің ғой, ол бір мегабайт бар ғой да, жарты сағат. Иә, мегабайт бар, басқасы бар, жаңағы без лимит сөйлесе бересің, бір оператордың ішінде номерлерін сөйлесе бересің ғой. И қалыптасып қалғаның соншалық бір андай боласың ғой, бір руководитель боласың ғой, бір отчет сұрайтын. Сондайға дейін кетіп қаласың ғой. Неге алмайсың жаңа звондағанда дейтін. Мүмкін мазаңды алып жүрген шығармын, айт ондай болса деп сияқты ма? Иә, мазаңдалсам айтсай онда деп. Занятқа баса береді екенсің уже деп сен. Сондай болатын. Сөйтіп сөйлесіп жүреміз бір күні. Сосын ол маған айтады, мен бүгін футболға кеттім дейді. Әдеттегідей. Ол университет оқып жүр, где-то 3-ші курс ба оқиды. Иә, 3-ші курс оқып жүрген кезі. Сосын маған айтады, мен кеттім футболға, анау-мынау деп сөйлейді. Мақұл деймін, әлгі футболдың бір ол ойнаған құрлы болмайды ана жерде. Қайта, не істеватсың деп. Мен сондай беремін ғой, вообще алдап кетірмін деймін ба? Пас беріп жатырмын, и соны жаза берем. Ол сәл үзіліске демалған сайын ответ беріп отырады. Не істедіңдер деп? Иә, сөйтіп бірінші таймында сөйлесіп боламыз примерно, өзі дым ойнатпай тұрып айттым. Типа жолдас балдар айтпай ма, типа сен әйел қызынан қорқасың? Маған бәрі болып тұр ғой сол, вот именно. Сен енді жаңа әженің өзіне жаңағындай қылып жүрсің. Иә. Бір досы бар оның, сол досы жігіт жолдас болды. Қазіргі таңда өте жақсы араласамыз да, жақын досының бірі. Сол қасында біледі екеуміздің сөйлесетінімізді кейде де тасташы телефонды деп. Не анау таста деп жатыр телефонды деп өсіп. Сен дерсің ене болатын сияқты. Күн бермейтін келінге күн бермейтін ене болады. Жоқ, ондай болмай. Сосын күнге Дикоға айтам. Бірінші тайм бітеді, примерно түсінем уже. Қазір екінші ретін етеміз деймін. И екінші ретінде қайттан жазам қойып, қанша минут қалып бітуіне анау-мынау ерігіп отыр ғой, былай қарасаң енді мысалы. Ответ жазбайды. Опа деймін да, сұрақ белгісін жіберемін. Жазбайды. Уже 20 минут, 25 минут өткетеді жазбаған ответ ше. Маму жынды ма деймін ғой, короче. Өзі екіне бара ма? Иә, WhatsApp кәдімгідей, иә, барады. Сосын, иә, звондаймын, алмайды ше. Вообще жыным ұстайды, бірақта бір 40-45 минут, оқтай, қазір бітсін, қазір деп отырам да, короче. Топ жатсың деймін. Допта паранда жатты. Звондаймын ғой, таға алмайды. Бір уақытта уже занят баса бастайды да. Сосын жынды ма мына вообще деймін ғой, не жауап бермейді, еще занят баса. Пыттырлатып жазам ғой, короче. Ал Астана билет бар ма деймін. Жазам ғой, короче. Ей, сен кішкене нетсей, типа телефонға қарасай, сөйлесін келмесе, сөйлесін келмейді деп айт, мазаңдалсам, мазаңдалдым деп айт. Не адамыз түсінеміз бізде. Бақытты ол дегендер кетті уже. Иә, ол примерно. Айта сал, мен сен ладно қинап жүрген екем, жарайды, мен көңіліме қарамай ақ қой дейтіндер кетіп отыр ғой, примерно. Заттар жинап кетіп жатыр. Иә, мақұл сөйлесін келмесе, айтасыз, футбол ойнаймын, футбол артық сенен деген сияқты. Кетесің ондай да. Футболға үйлен онда. Иә. И, короче, араларында топ көп болсын деп. Екеуміздің арамызға футбол тұрқаса жарайды дейді, ондай-сондай. Сөйтіп, короче, звондаймын, әлде жазамда звондаймын, звондаймын. Содан кейін бірақта звондаушы болмамаған деймін да, қайта звондаймын ше, короче. Нервыма тиіп жатыр да, қайта занят болса да алмайды. Өзің ажырасып, өзің қосылып жатсың ғой да. Иә. Короче, енді бір звондағанда дос алады да телефон ше. Алло, дейді жаңағы досы. Неме звондамайсың, не мен саған жазып жатырмын ғой деймін, короче ше. Жоқ, оның алдында өшіріп тастаймын мен, короче. Өзім звондаймын, өшіріп тастаймын, типа аналарды көрсету үшін жазғанымда. Содан кейін қайттан звондамайды обратно, 1,5 минут күтемін. Қайта звондаймын, қайта өшіріп тастаймын, короче ше.
звонить, и қайтадан звондаймын, алло, не болды деп айғайлайды да, и соны тұрады да, мен оны біріншінде ол досы деп ойлаған жоқпын. Сен не қуып отырсың, жазып отқанды көріп отырсың ғой, жауап беру қиын ба не сонша деп сүйеймін. Дедім. Соны тұрады да, мен Дико емеспін, мен Нұрдәулетпін дейді, короче. Иә, саған айтып жатыр Нұрдәулет дедім. И содан, и чо деймін ғой, короче. И содан кейін бұл жақта тұрады да, мына жақта кипіш болып жатырмыз өзіміз, кетші бар деп телефонды өшіп тастайды да. Вообще жынданамын ғой, короче. И маған фото жібереді. Скорый десе? Жоқ. Скорыйда. Сөйтсе киімнен ұтылып қалған екен. Ана, не деші еді, медпункт деймін, сондайдан фото жібереді. Содан кейін, короче, түсіндім, что-то не то. И анау нервыма тиеді да, маған жазады да, біз деген вообще медпунктта жүрміз, сен бірінші біліп алсай, аузыңа келгенде, ойыңа келгенде жаза бермейін. Сөйтіп айғайлап жатыр маған, короче. Нұрдәулет, деп сөйтіп отырсаң, мен жерде тұрып. Сөйтіп сөйлеп жатыр да, содан кейін бірақта тұрады да. Неме өзім білем, не жасам да, ана ше, өзім білеме деген ұқсаушы. Номеріңді айтшы. Дидардың телефон берші дейтін. И сөйтіп, әлі не екенін түсінбеймін, анау да бұрқылдап айта береді да. И мен де сұрамаймын ғой, не болып жатқанын. Бір уақытта тұрады да, Дидардың фотосын жібереді. Оң қолы сынып қалған ғой, футболда. Оң қолы сынған. Қалай негізі балиолдан кеткен? Білмеймін, құлап сынған қолы, короче, футболдан. Олардың бір ережесі футболды қалай ойнау керек қазір өзіне сұраймыз тікелей, звондайық десек. Сонда ол бағанамен былай ойнаған ма? Білмеймін ғой сол. И оң қолы сынған. Соның фотосын жібереді маған. Міне деп, сырттан түсіріп жібереді да. Қол сынып отыр, Дидардың кішкене жағдайына қарасай, анау мынау деп. Футбол кетіп баратқанда қол шықсын деп айтқан жоқсың ғой да? Жоқ, ондай неткен жоқпын мен. И сөйтіп айтады да, и анау өзінше болып тұр да, керіліп, жағдайды бірінші, қарамайсың ба сен бірінші адам жағдайына бір сөйлемес бұрын анау мынау қолы сыныпты дейді да. И мен ана дерегес кеткен ғой да конца. Екінші қол бар шығар деп сөйтамдашы. Сөйлесем десе деші. Адам деген ада жағдайда отыр ғой дейді ғой. И чо, екінші қол бар шығар сөйлесем десе деп. До конца жаным ашымайды ғой, білдірмеймін ғой. Сол екінші қолға сынып отыр ғой, қалай көтерерін білмей жатыр деді. Андай қатты қазір ойласам бар ғой, ят қой, кринж ғой. Көкпеттілікпен кетіп қалғанбыз ғой, просто анауда ерегесіп, мен де қалыспаймын ғой, екінші қол бар шығар деп айтасың. Ол салды ғой да? Ол соны салды, жүрді где-то бір ай ма, бір жарым ай ма, сондай болып. Содан кейін. Ананың өзі қызық сияқты, футболға кетіп қолын сындырып келген дейтіннің өзі. Енді баскетболға кетсем, может, қолын сындырып деген сияқты да. Бірақ мен соны неме ұяламын, сөйтіп датабой ерегес кеткенім, уже телефонды алып жынданып отырса, әлі кішкене қарасай деп. Мен сонда да десіп бермей қойдым. Сол сондай бір яттау вот енді ойласаң. Өте қатты кез екенсіз. Иә, сондай. Сезімге келген кезде. Қарамайсыңыз да, қол, пол, аяқ, дым ба? Екінші қол реально ғой, жаза бермей ма? Жауап беріп айтпай ма бір ол? Сайын қабасы өтіп бермей. Енді ол тіпті андай есінен танып кетпеген шығар, телефонды біреуге беретіндей бүйтіп. Мен даже босанғанда өзіммен алып кеткем телефонды. Сен қазір де жынданып отырған. Сен қазір барып қайта сөйлесетін жатсың ғой. Нұрдәулетке беш телефон звондашы, ма ұйықтап қалған жоқ шығар. Өте қатты қызғаншақ болыпсың да, болып жатса. Қызғаншақ емес. Мен негізі еркелік шығар да? Еркелік қой. Мен ондай қатты бет алды қызғанбаймын. Ол да мені бет алды қызғанбайды. Мысалы, бағдарламаларда, бір творчествода жүргеннен кейін, олай жұмыс жасау керектігін білсе, артық ештеңем жоқ. Бір қандай қызғансам, андай ғой, максимум, болыпты, сонымен сөйлесіп ал онда дейтін. Но бірақ қайда жүрсің, қайда барсың деп ондай контроль жасап өмір сүрмеппін. Өмір сүрмеппін деген андай қандай? Өмір сүріп сағына келеді. Ондай өмір сүрмеппін. Ол кезімде ондай өмір сүрмеппін дейді. Өте күшті история вот мынау дейтін. Вообще сен мынаның историялардың бәрі, оқиғалардың бәрі. Ешқайда. Мен сізге қазір жаңа каждый алдына айтамын деп ұмытып кетемін. Бұл историяларымды мен еш жерде айтпағанмын. Ешқай жерде. Мысалы, бағдарламаға барасың ғой, қалай таныстыңдар десек, біз осылай танысқанбыз, ол маған хат жазған, аттың суреті бар черновикке деген бар өзі. Тізе шығып кеткен соның бар историям. Соның бәрін айтатын. Бұны еш жерде айтпағанмын. Эксклюзив. Жансая, саған көп рахмет. Мені қолдап келіп жатқаныңа рахмет. Сізге рахмет, иә. Өте топ оқиғалар болды. Ұятты оқиғалар. Енді сен ұятсыз. Ұятсыз оқиғалар көп болды. Енді өміріңде енді ондай ұятсыз оқиғалар вообще болмасын. Болғанның өзінде қуанышты болсын барлығы, әйтеуір күліп қалып келетіндей. Күліп еске алып отыратындай дейсіз ғой. Иә, күліп еске алып отыратындай. Сондықтан да енді мен саған енді жаңа айтып отырсың ғой, Дико Бахарға ештеңе берген жоқ деп. Осы орайда біз Дико сияқты болып қалмайық деп, біздің өзіміздің достарымыз, жақын, родной досымыздың Қазақ білезік дейтін істеп жатқан жобасы бар. Содан саған кішігірім сыйлық бергім келіп отыр. Осы сыйлықты сен
постоянно үнемі тағып жүрсең деймін. Все. Рахмет. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы саған сыйлық, ішін ашып көзін қарасаң болады. Ұнайды деген сенімдемін. Ұнайды әрине. Ұнайды, мен өте нәрсенің қатты. бәрі ұнайды маған. Я, құрметті достар. Күйеуіме вызов десең. Мына жақта уже өзімнің алқам. Гитар көрдің ба, мен сенің мақырыңда өтедім. Қандай әдемі. Әдемі ма? Маған ұнады. Ұнады ма? Өте қатты ұнады. Шын сөзім. Шын сөзі. Аспаннан қылыш түсіп мойын кескесін дейді андай сөз бар ғой. Әлі мектептен кете алмағансың. Әлі де болсаң сондай ше. Сол қылышқа сенетін болсаң ше. Мен анау неге сенетінмін? Төбемізден құс ұшады ғой, екі алып қаласың дейді, отыратынмын мен. Отыра қалатын кетіп бара жатқан. Мен ше соған қанша отырдым ғой, до конца екі болдым, бірақ сонда да бар ғой. Не работает. Бірақ мен екі алмадым. Сен екі алған жоқсың ба? Смотря ниетке ғой, деп андай ше. Қарғалар ниет дұрыс болған шығар десең. Мүмкін. Мынау маған қатты ұнады, рахмет сыйлықтарыңызға. Көп Әдемі. жерлерде тағып жүрсең деген ниет. Барлық жерде тағып жүремін ғой. Премьераларда, Иә, бәр жерлерде. Все, рахмет саған көп. Сізге де рахмет. Сәтті. Ойбай, мынаның ішінде екінші бар екен. Екіншісі бар. Бұл жаңағы егіз сияқты ғой, екі қапшықтан жасаймыз. Уашка ғой мынау. Ал жақтан біреу жүгіріп келсе, мә мына жақта екеу кетіп қалыпты ғой деп. Біреу ғана еді ғой дейсің ба? Мә Мынау шынымен өте күшті, әдемі. Рахмет сіздерге. Күшті сыйлық. Мен бірінші рет бұндай бағдарламаға келіп сыйлық алып жатырмын. Еще бағалы. Барынша сіздер үшін тырысып жатқан. Рахмет. Сіздің жобаңызға сәттілік тілеймін. Қонақтарыңыз қызықты оқиғалармен бөлісіп, көрермендеріңізді күлкіге қарық қылып, мен неге апа болып бара жатыр, тілек айтып. Мен ше жаңа сыйлық бердім ғой, осындай ұсынғанда мен жылқышыбай сияқты сезініп кеттім өзімді. Неге? Аламан көрпесі ұсынған деп жаңалықты бір жүрді ғой. Сондықтан да барынша креативный бергім келді. Рахмет. Креативті түрде берілген шығар деген ойдамын. Иә, күшті болды. Рахмет, сәттілік. Құрметті достар, егер сіздерге дәл осы кілем жобасы ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап жүрсеңіздер деген ниеттемін. Қазақша контент бірге дамытайық. Рахмет.